футбол сүйер жастар ғой, қазір футболисттер көбісі қарайды. Бұл осы подкаст күтіп отыр. Батыр ауылына көтерілген кезде біз ДТП-ға түсеміз. Жаңаөзен футболына енді сіздер бастадыңыз ғой, ертеректен бастады. Үлес қосқан ағалар бар ғой, азаматтар. Көмектескен. Соларды давай осы жерде бір ауыз аттарын айт. Әжірбалы теуіп жатыр, тың теуіп жатыр. Үш адамнан айтайықшы, топ Жаңаөзендегі қазіргі. Нені көрейік, неге үштікке сол үшеуін таңдадың, соны айтып жіберіңізші. 2004-2003 жылдары футболист балдар кәдімгідей есік чөкіп жұмысқа кіретін еді ғой. Былай айтқанда Спокойно жұмысқа кіреді. Естимін жалпы кофе, осы жердің кофесі деймін. Ең қалада дәмді деп. Жақсы дейді. Жұмысшылар таңертең кетіп бара тұрып, осы жерден алады екен кофесі. Жаңаөзенде сол тренд болды ғой. Жұмысқа барып, осы жерге келіп, алып жұмысына келеді. Сол кофе ішкен жақсы емес пе деймін да, баяғыда шаурма жеп жүретін едік қой, кола ішіп да. Солидно кофе ішіп отырасың, алдына ноутбукты қоясың. Бұл не ғой, Сәке, біздер жалпы Европадан қалып келе жатырмыз дейміз ғой, бәленбай жағатқа. Соның бір белгілері, бұл Европа қашан бастап кетті ғой мұны. Бұл жалпы Жаңаөзенге бір элитаның келуі сондай сияқты болып не ғой, есептесек болады. Рахмет осындай дамытып жатқан жігіттерге. Ал ассалаумағалейкум, Адай Клаб каналының оқырмандары. Біздерге бүгін Маңғыстаудағы легендалар десең бар. Жаңаөзен деп айтсаң кішкене аздау болып кетер. Маңғыстаудағы легендалар. Бұрғылау футбол командасының ойыншылары, бапкерлер келіп жатыр және қаламыздың депутаты, Жаңаөзен футбол федерациясының бастығы, айтыскер ақын Арғынбек Қалбай. Сөздері балдай деп айтып кетсем жалғастырып кетем екен. Анық есімдермен таныстырайын. Нұрберген Ераділ, лақап есімі Пушкин, Пеленің қолынан су ішкен дейсің ғой. Легенда Жаңаөзен футбол. Жұмағалиев Алтынбек. Оның негізі атын алтын топ деп қою керек, Алтынбек деп қойған екен. Бірақ сонда да қателеспеген деп ойлаймын. Ал жігіттер, қош келіп жатсыңыз. Рахмет Сәке. Бірінші мына осы бұрғылауға көп еңбегі сіңген жігіттің бірі осы. Кешеде чемпионат Қазақстанда үздік ардагер футболшы атанған Ераділден бастағым келіп отыр. Ераділ, бұрғылау футбол жалпы қалай басталды? Сол туралы айтып берсеңіз басынан бастап. Ассалаумағалейкум. Оразамыз қабыл болсын. Самат, көп рахмет. Алла разы болсын, шақырып отырғаныңа. Бұрғылау командасы 2005-те мен жұмысқа кірдім. Ол кезде Саматтар уже ойнап жүр. 2006-та мен ойнап бастадым уже. Саматтан кейін келген екенсің. Самат 2004-те кірді. 2004-те кірдім. 2004-те кірдім, мен 2005-те кірдім. Сол жылдары ойнап жүр екен. Бұлар деген Өзен-Майгаз жарыстарына қатысады да, бірақ жаңағыда ұтылып қала береміз да біздер. Крупный шөппен ұтыламыз. Давай біздер бір жиналып команда болайық деген сияқты немен. Қалай еді? Мақсатпен Шурканы алдық да. Нұрлан Кулебаев деген вратарда. Бауыр келген жоқ па? Бауыр келді ғой, Бауыр деген ағамыз келді, жолдасып. Сол енді команда жинап Шурканы алдық. Азат деген жігітті алдық. Өзімнің досым Нұрболат Носик, өзім мен жүрген жерде ол да жүреді, сол ойнап сөйтіп бастадық. Біздер бірінші мекеме арасында жарыстарда жаңағыдай үлкен счеттармен ұтыламыз да, 5-0, 7-0. Нұрымдар ол кезде мықты. Бағдат бар ол жерде. Болат ағамыз бар, Төрешев деген. Батыр ағамыз бар. Енді ардагерлер ғой қазір. Сол кезде олар жас жігіттер мықты да, енді сол. Біздер ұтылып қала береміз. Не істейміз, сөйтіп дайындалып, өзіміз тренировкамыз жасап, сөйтіп 2009-да біз бірінші лигаға қатыстыңдар да, мен жоқ. Оған дейін біздер жарыстарда уже орын алып бастадық қой. 3-ші орын алдық, айтпақшы. Жаңаөзенде ма? Жаңаөзенде 3-ші орын алдық. Ең бірінші жетістігіміз сол, біздің 3-ші орын алдық. Жанат деген
Жанмұхамедов. Жанмұхамедов, Алексей деген, Алексей бізде жұмыс жасайтын еді ол кезде, қақпашы. Иә. Сосын Гусейн деген ардагер, Иә. 60-70-ке келіп қалған шығар ол. Сол ағамызбен ойнап сөйтіп 3-ші орын алдық. Маратта ойнаған жоқ па? Маратта жоқ, ойнаған жоқ. Ұзақбай болды ғой, Жоқ, олар болған жоқ. Сөйтіп солай бастадық. Солармен 3-ші орын алып жетісіп, бізге сол кезде профсоюзымыз біздің Нұрлан Белшір деген ағамыз болды. Сол бізге енді 2006-2007-де ма 30 мың теңге деген үлкен ақша ғой. Біздерге каждыйымызға 30 мыңнан беріп, біздер деген анда уже мотивация ойнағанымыз, бұдан сайын давай дайындалайық деп сөйтіп ойнап, сөйтіп біз жаймен өзіміздің немізге келіп команда болып, сосын Ақтаудың несіне шықтық, бірінші лигасына. Содан мен ол кезде ойнаған жоқпын, бұлар өздері ойнады, чемпион болды сол кезде. Мен ол кезде Узин-Майгаздан ойнадым, үлкен высший лигасында. Нұрым, Бағдат, Мамай Сүндетқали бәріміз, Болат Турешев ағамыз бәріміз сол кезде. Оның алдында олар Смукаскор деген команда болды. Сол кезде олар кубокта финалда ойнады, сол кезде қарауға бардым мен соны. Энергоком ба? Энергоком деймін, иә. Шпила деген қазір ардагер жігіт. Финалда ойнады. Бука ағамыз 2009-ға келдік. Болат Қырықбай, Бука ағамыз қақпашыда сол кезде олар ұтылып қалды финалда. Жақсы ойнады бірақ. Смукаскор деп Ержан деген Ақтаудың жігіттің командасымен шығып, содан кейін олар Узин-Майгаз болып, біз Узиннің адамдары болып шығып бастады ойнады сол кезде. Бұлар ол кезде бірінші лигада ойнады. Бізде бір былай болды, қосып кетейінші. Короче, 2009-да басынан бастап айтып жатырғанмын орысы. 2009-да біздер тренировка жасап жүреміз, қалада жақсы орын алып жүреміз. Сосын бізде Пушкин алып бастайды. Узин-Майгаз ол кезде высший лигада ойнайды. Қай команда? Жаңа айтқан команда. Узиннің балдары высший лигада бір команда ойнап жүреді. Пушкин шақырады. Пушкин барып ойнап жүреді да бір кездерде. Сосын Пушкин травма болып қалды. Сосын Самат мені шақырады. Мен барамын да алақ қалумен барып сол кезде Хазармен ойнап отырды. Хазармен мен бір гол саламын да. Маған айтады, давай сен де келе бер, күн сайын келе бер. Қай жыл болса ке? 2009 шығар сол. 2008 шығар. 2009-да біз неге шықтық қой. Сосын мен бауырға барып айтамын да. Бәке, біздер шығайық. Өзіміз шығайық деймін да. Мен өзіміз шығайық. Болады ойнауға. Ойнауға болады. Высший лигаға барып келдік. Пушкин ойнап жүр, мен ойнап жүрмін. Давай первый лигаға шығайық деп. Сосын бауыр барып сөйлесіп, төменгі лигадан бастайық. Первый лигадан бастадық. Бірақ первый лиганы кәдімгі сносить еттік деп айтсақ болады шығар. Жалпы оның өзі де мықты ғой ол кезде. 2010 жылғы да. 2010-да шықтық қой. 2010-да шықтық. Ареке болды, осы бұрылы сол жарыста бірінші лигада чемпион болатын жылы мен детский турнирге барып тұрмын. Мына еще стадионға, большой футбол, опасный турнирге барып тұрмын ғой. Мен сол кезде. Керемет тарих қой негізі. Сол моментте Байбол шетпеден ойнады ғой да, сол кезде Байболда жас. Байбол ойнап жатқан. Сол кезде айтты бізге Байбол. Әлі есімде неше жыл өтті енді оған, 14 жыл өтеді ғой. Алтынбек Бұрғылау досрочный чемпион болды деп. Атриф жоғары кетіп қалды деп. Ол сол турнирге большойға Шетпенің атынан келіп тұр. Мен Жаңаөзеннің атынан келіп тұрмын. Баламыз ғой мысалы. 9-10 оқитын баламыз ғой ол кезде әлі. Керемет. Жалпы менің бір ойымда болып жүрген нәрсе, осы 4-5 ай бұрын кірістім. Жалпы біздің Жаңаөзенде бұрын тәуелсіздік алмас бұрында Кеңес одағының кезінде біздің қала енді 60-шы жылдардан бастап құрылған ғой. Сол кездерде үлкен футбол қатты дамыған. Нефтяник команда болған. Сол команда біраз республикалық ойындарда ойнап, сондай нәтиже болған. Солар жөнінде бір ақпараттар жинап жатыр қазір. Соған қосатындай ақпарат екен ғой, Бұрғылауды. Қалай басталғандары. Негізі ол үлесі біздің бауыр ағамыз ғой. Үлесі деген кәдімгі. Бауыр. Бауыр ғой енді, Бұрғылау десе бауыр қазір. Бір тік мінез до конца деген. Сонымен кеттік қой. Сол жалғастырып кетейін да, сол бұлар бірінші лигада чемпион болды. Вышкеге келеді ғой келесі жыл. Вышкеге келді. Уже мен ойнап бастадым сол кездерде. Бізде көбісі айтады ғой, Узин-Майгаз андай не деп та? Дерби деп. Бізде негізі ККМ деген команда дерби бұларда. Бірінші лига бұлар бірінші орынмен шықты, ана екінші орынмен шықты сол кезде. Вот сол кезде бізде сол әлге шейін дерби да ол ККМ. Кім ол ККМ?
Қарақұтқай ана Ақжол, иә Текиев, Рахымжан, иә олар Каракол, ойнады ғой. Ербол, сол жалпы деймін да сол Иә, иә. кездерде. Кубокты білесіз ғой, суперкубокты? иә Ол жыл кімде? Темірлан деген балдар. Темірлан, Жасұлан. Жасик, Ташенов. Вообще масқара балдар болды ғой. Высший лига. Жалпы Бұрғылаудың былай өсуіне себепкер болған Арслан дейтін жігіт бар әреке. Ақтөбенің баласы. Айтпақшы, Алтынбекке қоса Алтынбекті біз бірінші тарттырдық футболға. Бізде Арслан деген Ақтөбенің жігіті болды. Сол кезде соны тарттырған. Онда Арсланның көмегі көп болды первый лигада. жалпы Алтынбекті көрді да ол. Үлкен футболда көріп қалды неде, шөптөне. 9-шы класспен. Алтынбек андай технарь ғой, алдап. сонда өзенмайгазға бармастыр Бұрғылау Бұрғылау 2 Бұрғылауға келді. Қайрат, иә Асхат, бәрі Бұрғылаудан бастаған балдар негізі. Содан кейін ары қарай өзенмайгаз алып кетті да. 1-3-5-ке Бұрғылауда 8-ден 10-ға Иә. дейін бар ғой әреке. Былай футболдың тілімен айтқанда Завруба дейді иә ғой. біздің қаланың Сол жылы сол кездерде 1-3-5 Бұрғылаудікі болып 2-4 Өзенмайгаздікі 7-ші күн сборный Жаңаөзендікі болды ғой. 2 сағат 7-ші күн ойнауға шанс жоқ әреке. сағат 2-де. Мен барып отырасың. Шақырып алады, су тасып алып келесің. Иә. Өздері ойнайды. Зарубаның көкесі сол жақта. Сендер бергерік Зарубаға, оның алдындағы Заруба бар ғой Алтынбек. 2-4 Өзенмайгаздың. Оны да көрдім мен. Оны көрдім мен. қазір соны айтады Тулиске дейін барады ғой, Тулисет бір-бірімен. иә Сөйтіп өстірді. Сөйтіп солай өсті қазір. жаңа менен жарыстар жасап жүрмін қазір Жаңаөзен қаласындағы жарыстар жасалады бірақ сол Бұрғылаудың қазіргі 1-3-5 болатын 8-ден 10-ға дейінгі тренировкасының өзі жарыс сияқты кәдімгідей барып көрдік желтый карточка Иә. көрсетіледі кәдімгідей Иә. бәрі сөйтіп. кішкене адам ойнатпай Жесттің түрі кетеді. Сосын не кәдімгідей дабл пенальти 6 метрлік дейді ғой, Иә. соның бәрі тебіледі, 9 метрлік ана 4 нарушение сен бәрін. иә Өзенмайгаз Бұрғылаудың жігіттері бір-біріне ана мекеменің арасында бір-бірімен қайта ойнап, неше жыл финалда, полуфиналда, в основном еңгіді 3, еңгіді 4, еңгіді 1 Бұрғылау 4-ті қайта бір-бірімен ойнап солай өсті ғой. иә До Өзенмайгазда ана Петрович Геннадьевич команда келіп, Муслим келіп команда құрылам дегенше жігіттер солай мекеме арасында бір-бірімен ойнап солай өсті ғой. соның тәжірибесі ғой Соның тәжірибесі. Олай болмаса да болмайды да, Болмайды. өспейміз да, конкуренция болу керек та негізі. сәке тізгінді мен алайын Алайын. менде бір ой келді әдемі 2004 жыл деп айтып жатыр ғой жаңа Ерекең 2004 жыл ең бір жетістігіміз 3-ші орын алдық деп иә Жоқ, 2004-те жұмысқа кірдік. жұмысқа кірдің иә 9-9-да. Жоқ, 9-да емес. 8-де. Бізде первый лига шыққанның алдында біз чемпион болған жоқпыз ба? жалпы енді мен мынаны айтқым келіп отыр ғой енді Ерекеңге 2004-те Ең біріншісі біз 2006 или 2007 3-ші орын алатын кезіміз бар ғой, Иә. 6 или 7 ойдым. енді былай қарап отырсаң сол 2007 болсын 2006 болсын сол жылдары ең бір жетістігі 3-ші орын болған ғой қаладағы соны 2024 жыл кәдімгі Қазақстан Республикасының әуесқойлар арасындағы 2-ші орнын алып беріп отырған Алтынбек бауырымызға Маша. қандай дәрежеге жетті Бізге келіп өзіміз тарттырған жігіт бізге бірінші орын алып берді. Алтынбекке не берейік сөз берейік Иә. Алтынбек жалпы осы Жаңаөзен футбол жайлы Бұрғылауға қалай келді осы жайында 2007 жылы мен 7 оқимын екен. Мен футболға сол жаңа Арслан айтқандай сол большойда көріп қалып шақырып сосын барып жүрдім. Содан Бұрғылауға бір себептер болды, білмеймін есімде жоқ, бара алмай кеттім. Сосын Өзенмайгазға барып жүрдім тренировкаға. Сонымен лигаға шығатын болдық. Өзенмайгазда, высший лигада Бұрғылау, Өзенмайгаз, Мұнайшы дейтін команда болды. Мұнайшы Батыр ағамыздың командасы. Сол командада мен шықтым. Сол жылы ККМ мен Біздерге келдік. Бұрғылау келді. Ең бірінші вышка, ең бірінші тур. Центральный матч. Кімде ойлайсыз әреке? жоқ білмеймін Бұрғылау мен ККМ. Сондай болды. Ең бірінші тур. Ең бірінші тур екеуі ойнайды. Бұрғылауда сол тур ең бірінші тур. Ақтөбен балдар келеді. Ақтөбен балдары келеді, қақпашы болмай қалады. Жоқ, қателесіп отырмын. Кіммен түсесіздер? Сол жылғы чемпион Энрикомен түсесіздер. Дукан через себя салады. Вратар жоқ. Вратар жоқ. Пастасы өтіп кетеді, доп аспанына келіп жатыр. Ақылбек тұрды орта. Вратада ақыл. КПЗ-дағы да ақыл. Игрок қой ол. Дука алады да через себя. Девятка кірді. Мен сол жылы тек трибунада отырамын ғой, болды. Расын айту керек, қолымда пирожки сол болды. Көп ойнамаймын ғой, молодоймын. Мектептен босатып қойды. Ол кезде мен Азатта оқимын, СПТУ-да. Содан барып келіп қарап. Енді әреке жаңа Бұрғылау деп жатсыз ғой, мен Бұрғылауға сол бала кезден солай келдім. Бұрғылауға алғашқы рет 2018 ба 2019-да келдім ғой, бапкер болып. 2 жыл бапкер болдым.
Ол жылы бұрғылауда тек өзінің тоже осындай местный балаларымызбен шықтық. 18 мен 2018-де местный балаларымызбен шықтық, тоже адам жоқ. Ол кезде Сәкеннің өзі бар, Азат ағамыз бар. Сол адамдармен сөйтіп ойнап, сол жылы Ареке сол 2 сезон подряд мен таблица қараймын ғой мофта. Бірден 6-ға дейін қарамайтынмын таблицаны. 10-нан 16-ға дейін қарайтынмын. Кім қалай келе жатыр, не істеу керек. Біз ең сол кезде команданың, шындықты айту керек, команданың задачасы, менің өзімнің задачам сол жылы астымызда ұшатын 4-5 команда бар ғой, 2 команда ұшатын. 2 команда ұшады, қасында 4-5 команда болады. Задача соларды ұтып ғой болды. И соларды ұтып, сөйтіп вышкада қаламыз ғой. Келесі жылы тоже сондай болады. Бірақ сол жылдары андай болды, матчтар Жаңаөзенде Фокта қабылдайды. 4 тур. Бұрғылау ең бір плюсы Фокта, бұрғылау сол лигада ешкімге ұтылмаған. Домашний ойында Фокта қабылдап, сондай тарихы бар ма? Бүкіл ойыннан очко алдық. 1 очко, 3 очко Қаражанбасты ұттық. ОСК-мен 1-1, Ерсаймен 3-3 соңғы секундта. Маекті ұтып алдық соңында да? Маек жоқ, 10 ерер ол жылы. 10 ерерді. Келесі сезон Маекпен 1-1 ойнадық я. Сондай очко бермедік. 8-ші орын, 10-ші орын сондай береді. Сол 2 жылдан кейін мені тренер қылып Уземнайға шақырды. Бараттар Жәкең бар. Сол жаққа сол ауылдың командасы, сол жаққа тренер болдым. Бұрғылауды жіберетін ойнаймыз ба? Дәл өзі. Бұрғылауды ол кездегі Уземнайғасының составы қалай айтсам болады. Кімдер? Өзінің ойыншылары. Өзімнің шәкіртім бар, Абзал дейтін, 2005. Теңгедегі Айбек бар. Иә. Жан Ахмет дейтін шәкіртім бар. Воротада Жәкең. Ербол бар. Камры Ербол деп айтамыз ғой. Өзінің ойыншылар ойнады. Солармен. Дракон Мура. Бірақ ол кезде шындықты айту керек. 6-шы тур ғой сезонның басы. Содан бір күн бұрын ОСК-мен Бұрғылау ойнайды. Біз бәріміз ойынды қарауға барамыз. Трибуна полный. Сол жылы бөлінген жылы ғой. МОФ пен МФЛ-ді. МОФ-қа ешкім бармайды, анау. ОСК-мен Бұрғылау ойын басталды. Трибуна орын жоқ. Баяғы кіммен кім ойнағандай ғой. Ынтамен Семсер деп айтайыншы. Солай ойнап сөйтіп сондай матч болды. Ол ойын 1-1 болып қалды. Сұлтан красный алды. Мен оған қуанып отырмын мына жақта. Солармен ойнаймыз. Асқат травма, операциядан шыққан. Солай өтіп кеттіңдер ме? 6 адаммен. Сосын білмеймін, балдар бөлек шықты ол раздевалкада ол ойынға, потому что бізде жақсы келе жатырдық. Бір поражение, 3 победа, бір ничьямен келе жатырдық. Бұрғылау 4 победа, бір ничьямен келе жатыр. Бірінші орында келе жатырдық. Бірінші орында келе жатыр. Ең бірінші поражениесі бізге ол. Өземнайғасың. Оның кілтін Алтынбек тапқан болды. Сол жыл солай болды. Жалпы Алтынбек біздің қаламыздағы қазіргі тренерлер, жаттықтырушылардың ішіндегі жас әрі жетістіктері жаңа айтып отыр ғой. Кешегі мысалға бұрғылаудың жетістігі, енді біз футбол мамандары ретінде айтып жүрміз ғой. Жалпы ол кәдімгі қаламыздың, облысымыздың деңгейінде, тіпті республика деңгейінде де үлкен жетістік. Бір мекеменің бұрғылау мекемесі үлкен. Неше команда қатысты? 35 команданың ішінде. Ең аз. Және халықтың сүйіктісі болып, Маңғыстаудың намысын қорғап қалды ғой. 4-ке өткен команда болды ғой. Бүкіл мен ойында болдым. Жартылай финалды қарадым. Сол ана зал толығымен кәдімгі Каспийді қолдайды. Каспийіміздің Маңғыстаудың құрамасы ғой, былай айтқанда. Соны қолдаған сияқты бүкіл Ақтау бұрғылау. Халық арена полный жинаппыз Сәке сол матч. Финал Қалай болды жалпы? Масқара болды. Финал өзіңіз іште кухнясын айтшы. Соны сұрайықшы. Екеуіне сұрайық. Барынша дайындалдық. Біз соның алдында таңертең Жігер деген командамен ойнадық. Жігер басынан бастап айтпаймыз. Біз финал бастық. Финалды ма тек? Маған просто сұрақ келді да. Екінші орын жекеге сұрақ келді да. Мен бұрғылаудың адамым, маған тікелей байланысты ғой. WhatsApp-қа шығады. Неге олар сапарда жүріп ораза ұстайды дейді да маған. Сосын мен айтамын, тұра тұр деймін. Бір жігіттер. Сосын қызымды садикке баратсам, қызым кейінде отырмын, жаңағы садикте тоже ата-ана да, ол айтады да, неге олар ораза ұстайды дейді да. Мен айтамын, олар біледі деймін да, Пушкин оразаны сапарда ашатынын біледі деймін. Асхаттар біледі деймін. Бәрі 80% намазхан балдар бәрі біледі. Просто олар ұстады деймін да. Және қазір практикующий ғой, үлкен футболда да ораза ұстап футбол ойнайды. И погода да позволяет қазір да. Ашып тастайтынын біледі олар. Сосын олар, мен, по-моему, былай ойладым да, олар
иншалла Аллах тағала береді деп Иә, да. оразаны ұстау былай ғой, физический жағынан шаршатуы мүмкін, бірақ рухани жақтан ол Бізде рухани, көбінесе рухани бізде адамдарға жетіспейді. Иә. Біз сынып қаламыз ғой, финалға келгенде сынып қаламыз ғой. Бірақ финалда шаршады. бір қандай қызық болды, 1/4 финал ғой, командада жалғыз аузы ашық адам Сақош, сол ойын 2 жол тиялды, жол өткіз ойнамайды. именно сол ауызы келесі ойын дейтін адам ғой негізі важный игрок қой, Аллах тағаланың өзі отырсын. Иә. бәріміз күлеміз ғой, жалғыз аузы ашық адам сол жол тиялып ойнамай тұрды, еще демалып тұр да сол демалып тұр. Жоқ, финалда мысалы, финалда Сакош ауыз ашық қой. Ашық. Ал сол жерде ода 1-1 шыққан шанстар болды да. Иә. И бүйтіп замақ қалып очкодан тепкені болды. ауыз ашық салса салып кетпей ма? Иә, салып Да? кетеді ғой. Сәке жаңа айтып отырсыз ғой, біз таңертең полуфиналда жігер дейтін команда ойнадық қой, опытный мықты команда, Иә. бірақ соған бәрін бердік, Соған беріп тастады, иә. шаршады жоқ былай негізі чемпионаттың басынан бастасақ бар ғой, біздер оразамыз ғой, Иә. 2 күн жасадық тренировка да, екі тренировка жасадық. иә 2 күн деп қой, 2 тренировка жасадық. Сезон біткеннен кейін ғой Сәке. Сосын балдарға айттым, ауыздарыңызды ашпай ақ қойыңдар дедім. Көрейік, группадан шығайық, ар жағын көреміз дедім да. Группадан шығайық. Бірінші задача группадан шығу. Иә. Группадан шықтық, айтып бүйтіп. Беню командасына рахмет көп. Олар ана кім 4-ге бір ұтты ма? 4-ге 2 сондай болады. Иә, болады. Иә, кішкене хитріс қой. Иә. Сөйтіп, в общем, үйде отырып жатып, бәріміз есептеп, 2-ші орынмен шығатын болып, 2-ші орынмен шығып, кімге дайындалдық сосын? 1-8 ғой уже, да? Группаның соңғы ойыны бар, соны ойнап болдық, 1-8. Кім еді сол? Локомотив Атырау. Локомотив дегенге түстік. Өзінің мекемесі болып шығып келіп тұрған балдар. Иә, олар да негізі бір мекеме 6 бала болып ойнады. Атыраудың командасы жақсы. Оларды ұтып алды. Содан кейін Жігер или Муслим деді. Жаңағындай бір кезде Асылмен тәкті ойнайсыңдар деді. Иә. Сондай бір ситуация. Үшеуімен де ойнайсыздар деп шықты. Сосын соңында Жігермен ойнайтын болдық. Иә. Ол Жігерде де мықты команда, жаңа сборный. Өте мықты команда. Тәжікстанның екі игрогі бар. Лучший игрок Тәжікстана, біреу капитан Тәжікстан. Азияда ойнайды ертең, Азия. Бізде жаңа сіз айттыңыз ғой, Самат, рухани деп та. Бізде жаңа Махамбет ағамыздың несі бар, мотивациясы күшті, сол жағынан да мотивация балалары жинап алып кәдімгідей рухтандырып. Иә, давай бізде өзенді білесіздер, намысты бермейік деп. Маха сондай ма? Макин деген машалла мотиватор ма? Сол жағынан. Сосын давай жігіттер деп аз қалып, халық бізге қолдап жатыр. Абыл ағамыз бар. Алла разы болсын, рахмет оғанда. Давай осы халық сендер үшін келіп жатыр деп та. Давай ойнаңдар, басқа не керек дейді да, сендерге ойнаң, болды. Самугам ойнасаңдар, болды. Ауыздарыңызды ашпаң дедім, бірақ. Болды балдар, финалда ауыздарымызды ашайық. Мынау келесіде ойнаймыз ба, біз ойнамаймыз ба мынандай финалда деп тұр. Жоқ, ашпаңдар дедім. Әрине келеді ғой енді. Шама келгенше 12 ауыз ашқан ойын болды, біз ұтылып қалдық 2-ші ойын. Неше? Сондай болды. 6-ға 1 ма, 5-ке 2 ма? Жоқ, 6-ға. Группада ғой, группада. Кім дейтін команда ғой? Шиелі Қазалдікі. Байдан келген балдар. Мынандай ғой әрекет, таңертең бейнемен ойнаймыз. Бәріміздің аузымыз берік. Мен ойынның уақытын қарадым, ойынның уақытын қарағанда біздің андай шансымыз бар Сәке. Ауыз ашамыз. Легкий первый еш болады балдар. Ана ойынға дайын келеміз. Біздің жігіттер Тұр. Тоньк, мына жерде бір не сұрақ. Сіз ораза ұстап жүріп ауыз ашып жібересіз ба, қалай бар? Жоқ, ашқан жоқпыз. Сутра ашпайсыз. Ешкім ашпағанда 5 жарыс 8-де кешкі ойын 8-де ашпасын ғой. Бірінші соны айтып тұр. Сәке бірінші ойында ойнайын деп жатыр Беню командасымен. Бүкіл календар таблица шығады ғой. Расписание қарадым. Бір жарыс ойын біздің келесі күндізгі ойын 1:40-та, келесі ойын түнгі 9:55-те. Ауыз нешеде ашамыз? 7:50-де ашамыз. 2 сағат бар. Сонымен не керек? Бенюмен ойнатып жатыр, Бенюді ұтып жатыр. Бенюмен туған жерім еще. Бенюді ұтып жатыр. Ана балдарды специально ұтып жатсақ та прессингке барыңыз, жүгіре берің дедім. Менің ойым, ана балдар кешке дейін ашылып алу керек тағы да. Аузын ашады. Онымен біздің балдар үйге барған. Каждый 4 сағат, 4-те үйге барған. Каждый 4 сағаттан ұйықтаған. Ауыз ашқанға шейін тіреп. Ауыз ашқан. Ішкен, тамақ ішкен.
ана пиццамен білмеймін мен болмадым мен сол уақытта отбасыммен жүремін ауыр тамақтар жеген. ауыр тамақ жеген ба первый ештікте чемпион жеген Иә. есікте сол ойын группада екінші ойын 6-4 ұлық боламыз Төрт екен ғой. болмаса былай просто как обычный тики така дейді ғой солай поставить тұрсақ барып бір воротаға какой то бір балдар сондай ма бір сондай бірдеңе болды Ауыр. ауылға тиген ғой. біз сәке зат айтып отырмық қой қазақстан неге біз чемпион болған вышкіден бастамаймыз осы сезонды содан барып қазақстанға барайық сол Иә? рөл қабырап сол туралы сұрағыңызды бастасаңыз сосын біз айтайық сәке уже финалда былай алып қоя салсақ десерт иә соңында онда мен мына жақта просто былай бастайыншы осы моф да Иә. моф да сосын суперлига ма МФЛ қалай НФЛ. МФЛ да Иә. екеуі неге бөлініп кетті сосын бұл бөлінгенде қандай не болды нәтиже болды мен соны түсінбеймін да бүгін қосылды кеше Бүгін Қосылды ма? Рамазан айында. неге бөлініп кеткенін нақты білмеймін сәке қазір айтсаң Иә, біз оған кірмей ақ қояйық. енді сіз Сіз мофтан бірінші орын алдыңыз да Иә, мофтан бірінші орын алдыңыз мофтағы жарыс қалай болды вообще в целом жаңағы соңғы ойындарда андай болды деді ғой качелек болды деді ғой баянды алып кетуге сол баян Бес турға дейін. иә ең бірінші тур бір мынандай жағдай болады сәке мына өзенде қатты қар жауып кетіп Иә. өзеннен шығып келе жатамыз хайспен ерекең бар Жол жауып тастайды, бұлар ерте шығып кетеді. біз онда шығып кетеміз ерекең бар Біздің мен бар хайс тағы бар, екі игрок хайс. бар бірақ состав толық жетпейді батыр ауылына көтерілген кезде біз ДТП-ға түсеміз Бес бала. бес бала Біздің ДТП-ға Сол баянды мен ойын ба еще? жоқ Кезбеймен бірінші. мұзға тайып кетіп соңында ограждение ұстап қалады сосын тағы біздің ауылда тағы 3-4 бала қалды ғой составта олар шығайын деп жатқанда ақтауға жол жауып тастады ол кезде арекең өзі де болды Иә. менің шәкірттерім де арекең командасында ойнап Теңгемен барады. теңгемен баратыр сол моментте бұрылаудың да ойыншылар тұр осында Иә. сонымен бірінші тур бізде перенос болды уже кетті екінші үшінші тур а кезбе тоже фаворит тез Иә. фаворит Иә. сонымен ойнап басталды турлар келдік 6-шы турға дейін кілең победа 6-шы турда бейнеу командасымен ойнадық бейнеу командасында жеңіліс үлкен звонок соғылды бізге үлкен звонок соғылды содан кейін соңғы ойынға дейін победа жасап алып келдік соңғы ойын екі ойын қалды бір ойын қалды баяндымен сәке білесіз ғой баяғы вышкеде 8-9-10 март ойната ма 3 күн демалыс деп Иә. осы да сондайға түсті сәке 8 қосты ғой. күні жалын дейтін өзеннің командасымен ойнадық 9 күні полный окошко берді бәріне біздің перенос ойын бар ғой Соны ойнатты, иә? кезбей командасы біз соны ойнатты онымен победа соңғы тур баяндымен соны ең соңғы ойынға қойды ол моментте МФЛ барлық жарысы бітті Тоқтаған кез ғой. иә награждение болатын болды халық арена бір шеті баянды бір шеті жаңаөзен бұрғылау абуаға бастаған сонымен ойын болды ол ойында бізге ничьяда устраивать етеді чемпиондыққа біз бірақ победамен ұтқымыз келді чтобы таблица қарағанда 39 емес 42-де 39 болып тұрса бәрібір бөлек қой сәке Иә. сонымен келдік мен осы чемпион болардың алдында өзім ішкі затым ішкі жан дүнием өзім үшін емес сәке бірінші бауыр ағамыз үшін ұтсақ деп өзім тіледім да потому что мен жаңа өзім бала кезден деп айттым ғой 2010-нан бері 2024 сәке 14 жыл өтті бұрғылау вышкеде қашан орын алды сіз ойнаған жыл алды ма сұрақ 2010 бірінші лига чемпион содан кейін жоқ міне мына сезон 2023-24 қой 2022-23-те сәке МФЛ мен МФ қосылды мықтылардың мықтысы болды 20 команда болды. 19 команда болды Тоғыз. бұрғылаудың сол кезде ең үлкен нәтижесі 5-ші орын 5-ші орын алдық осы да алланың қалауымен чемпион болдық сол біз 3-ші гол салғанда бауыр ағаның көз жасы қалай кетті ода дейтін неше жылдық қуаныштың көз жасы ғой неше жылдық терпение ғой Иә. ол бәрінен өтті ғой оған неше сын келді даже бауыр бәкең айтты ғой мекемеге барғанда басымды көтере алмайтын едім деп енді ол мекеме ақша аударады ғой Иә. одан спрос болады ғой басымды көтере алмай жүрген кездер болды деп Оны мен түсінемін. Иә. Жетекшілік қой. Мен бауыр ағаның алла тағала айтамын алла тағала заты ғой есебі бәрімізге қарағанда бірінші сол бәкеңнің еңбегіне конечно берді деп өзім ойлаймын өзім солай қабылдаймын ол неше жыл еңбек неше жыл ер жаңа айтты ғой мына жаңағы әуесқойлар арасындағы лигадағы жетістікке 2 тренировка жасадық деді ғой
Жалпы оның ар жағында мына осы МОВтың биылғы чемпиондығы бұрғылаудың өте қатты дайындықпен бастады ғой. Жалпы менің көріп жүрген осы Жаңаөзенде өстік қой. Жаңаөзендегі бір бұрын Нұрым мамайлардың кезінде жақсы бір поколение шықты ғой. Бір бестігі бар әдемі. Сол қазіргі Жаңаөзеннің ең мықты құрамы осы бұрғылаудың құрамы. Жаңаөзеннің құрамасы. Дәл қазіргі. Енді олардың нәтижесі көріп тұр ғой. Республикалық чемпионаттан 2-ші орын алып тұр да. Ол қазір еще баяғыдай 5 бала емес. Бұрын Өзен магазин Нұрымдардың кезінде 5 бала бола ма? Қалғандар легионерлер болатын еді ғой. Бразилистер басқалар. 10 бала есің. Қазір 10 бала. 15 бала шығарып тұр ғой енді. 5 бала. Әдемі. Былай қарап отқанда бірінен бір өтетін ең мықты деген Жаңаөзеннің балдары қазір шығып тұр. Ол енді кешегі самұрық қаптада біздің жеңіп алатынымыз. Соның барлығына Алтынбек пен Махамбеттің жетістігі. Сосын Жаңаөзенде қазір футболистің да үлесі деп ойлаймын. Қазір біздің командада ең үлкен 86 ғой, ең үлкен 2005. Кім бар? Арман 5-ші жылы болды. 2005. Айдар. Жақсы кен Қазақстанға финалда көріп қалғанмен басқа іші доп шығарып көзайым болды. Ол бала сөздің шыны, сәке ана сезонда да мықты тұрды. Сосын осы сезон басталғанда кішкене ана сезонға тұрып тастадың ғой, енді тұрам дегенде жүрді. Білмеймін, бір уақытта оборот алып кетті. Өзенмұнайгаз Кезби Баянды сол бала шығарды. Білмеймін, сәке 3 метрден в упор тебеді, бетімен шығарады. Сөйтіп Арманға айтамыз ғой, өзімде айтамын, Мәкеңде айтады. Арман, сен шығарсаң дейді, балдар ұтады. Тек сен шығар дейді. Арман өзінікін жасады, ответке балдар да өзінікін жасап ойнады. Сөйтіп келдік қой. Осы сезонға енді жақсы дайындалдық. Бір ай бұрын дайындалдық қой. Жақсы дайындалдық. Тренировка бізде 3-5 болды. 3-5 дайындық, жайлап ойын келіп. Ана 5-ші орын алған жылдағы ойын ғой, сәке. Соны тағы да үстінен дополнительно қосып, мені тренер қылып, Бауыр Аққос октябрьде шақырды ғой. Ана жыл қызық болды, сәке. 5-ші орын алатын жыл. Декабрьдің 28 күні Бәкен хабарласты, тренер боласың ба деп. Состав бәрі дайын. Сонымен не деп келісіп сөйтіп кетті ғой оборот. Потому что сол жерде біз, сәке, бағасында 3-4 турда очко жоғалтып алдық біз. Дайын емес та. Дайын жоқ қой, дайындық жоқ. Өзің жарысқа кетіп қалдың. Өзім жарысқа кетіп қалдым, бірінші, екінші тур болмай. Дайындық қой бар жерде. Дайындық. Жалпы Алтынбекті айтып отыр ғой, жетістік Өзендегі ең мықты тренер ғой негізі қазір. Гвардиола. Мен біздің бұрғылаудың балдарын айтамын ғой, сендер мынау Алтынбек бар кезде қадірін біліңдер деп та, үйреніп қалыңдар, үйреніңдер, айтқан заттарын істеңдер деп та, керек деймін да. Мына баланы қазір біреулер алып кетсе деймін да, Ақтаудың командасы, Бейнеудің командасы жоқ қой бізге. Сол үшін айтамын да, алып қалайық, өзіміздің ауылдың баласы, үйреніңдер, істеңдер деп айтып қазір тәртіптің нәтиженің жақсы болып тұр ғой қазір. Әреке, біздің де пиктің кезінде де бізде жақын жүрген кезде бізде де ондай кісілер болса егер нәтиже болады. Бізде де бірсе бармай жарыстар ғой бізде. Қазір жарыс деген постоянно ғой. Турнир отырады, анау орынбасардың турнирі отырады, бірден кейін біздің жарыс жоқ қой біздің. Şu бұрғылау жарысын шектеп тастады. Өзенмұнайгаз. Жарыс көрмейміз, өшкені алып шығамыз. Сол. Оның өзінде сол 8-ші орында жүрдік біздер. Ақтөбеде жүрдік біздер. Бұрғылау деген өздері де ойнамайды, өді де ойнатпайды деп айтады. Сондай Алеке бұрғылау андай бұрғылауда. Қай жылдары? Өшкеге келіп бастаған жылдары ғой. 2017-16-ға дейін бұрғылау. Бізде даже поляда болған жоқ. Бүкіл Каспийдегі сезонды мен көзіммен көргенмін. Бұрғылау бір аптада ешқашан 6 очко алмаған. Бір аптада ешқашан 0 очко алмаған. Түсінесіз. Значит, 3-3. Бетон деп айтады. Бетон 3 очко бар бұрғылауда. Ол суббота басталды. Воскресенье бұрғылау не көріп тұр. Бүкіл ойынды беретін еді басталды. Оны мен білетін сияқты. Солай. Бірақ стабильно 3 очко алды. Енді былай ғой. Пушкин брейкер. Носик брейкер. Азат кикбоксер. Шурка жаңа дворовой футбол, мен дворовой футбол, мен борецпін ар жағын. Бәрі борецтеріміз ғой. Келді бір неге лақтырып жіберді. Ана жерде мысалы Мамай футболист, Маха футболист, Нұрымда қаланың жақсы болды. Бәрі футболисттер ғой, біздердегі жаңағыдай.
ішінде жиналып жинап қалғандар давай басың дейді ғой солай ғой кетеміз. Борцовский мінезі бар, жаңағы бористердің берген несі бар, мотивация, сонымен кетеміз. Сәке, өзіңіз вышкіде бұрғылауда ойнаған жыл қай матч есіңізде? Менің ойымша ана суперкубок шығар деп ойлаймын. Суперкубок енді ол масқара болып. Менше қазақ Қай жыл Сәке? Қазақ, короче, 2015 жылдар шығар. Олар екінші орын или чемпионға қалғысы? Жоқ, мен саған айтайын. Бәрін білемін, мына Хазар, Ареке, Хазар деген команда болды. Иә. Әзербайжан бауырларын жиналған мықты команда. Муслим, Симур. Сол жылы сол легионерлер келмей қалады да, бұлар деген бәрін очко теретіп бастайды ғой. Бәрін ең соңғы бір 5 тур қалған кезде бәрі очко алады ғой. Біз де очко аламыз деп тұр. Біз де өзіміз әреге жатырмыз артта. Хазардан очко аламыз деп тұрған кезде Хазардан Әзербайжан балдар кетті. Ананы Бішкеден түрмеу керек қой. Төрт әзірлеп қойды ғой. Ана деген ойын деген біз автобус келеді, бір гол салады, барамыз бір гол салып кетеміз, жатып аламыз. Бір гол салады, кім ойнағанда ол кезде Пушкин, короче, красный алып мен отырамын, тағы бір бала замен жоқ қой, бір адам замен травма алып отырады. Пушкиндер неде отырады, короче, ұрған 2-2 болып тұрды, шөп жүгіріп, мен постоянно мен бірінші шаршап қаламын ғой, жүгіріп барып жаңағы неге барамын ғой, заменаға. Мен көрсетейінші. Олар былай отырады. Ана линияға орастың. Замен отырғанда өліп жатсам. Ол жерде шаршағаннан қысымда бар ғой ана команда. Ана әзірбалы теуіп жатыр, дың теуіп жатыр, кетіп жатыр. Ең соңғы секундтарға 20 ма 10 секунд. Азатқа доп түседі, былай кетіп, короче, әрі қарай білмеймін да, контратакамен. Бека бар ғой, Жексенбаева. Сол турда, вообще сол чемпионат сол жігіт масқара ойнады. Алтыда 3-2 мысалы жібереді ғой. Ана жерде Әзербайжан почти жақсы игроктар ғой, 3-2 шығарып аламыз ғой. Поледа былай жатамыз ғой. Свистоп береді деп. Бәтті. Сол ойын керемет қой негізі. Сол бұл уақытта Симир сборной. Сборная Әзербайжан балдар ойнады. Какада ойнайды сборной. Ойнаған Тимурмен бірге. Енді былай қылайық, Сәке. Мына жерде бұрғылаудың несі болып жатыр ғой, мадан бері. Жалпы мына көрермендерге оларды қазір көріп отырғандай тәтшер басқа да темаларды айтсын деген сияқты. Соған былай ауысайық теманы да. Жалпы осы жерде енді айтып кетейік, ортасына келіп қалған шығармыз. Жалпы мына мәселені айтып кетейікші. Жаңаөзен футболына сіздер бастадыңыз ғой, ертеректен бастады. Үлес қосқан ағалар бар ғой, азаматтар. Көмектескен. Соларды давай осы жерде бір ауыз аттарын айтып. Ең бірінші қосқысайыншы да менде. Ардагер ойыншының бірімін ғой. Пушкиннің бір әсілкем. Ең бірінші футболға көп үлесін қосқан адам ол Елеусінов Қайырбек. Ол сіз енді айту, оны аттап кетіп айту, оған келісемін. Ол күнә болады. Себебі деген сол кісінің қолдауымен 2004-2003 жылдары футболист балдар кәдімгідей ескі төп жұмысқа келетін еді ғой. Былай айтқанда. Спокойно жұмысқа келеді. Келеді да, Ақтаудың балдары, кімдер, мамайлар келеді. Мынау баланы жұмысқа ал дейді. Мақа келеді, мынау баланы жұмысқа ал дейді. Сөйтіп жүргенде біздерде әкеміз, жаңа бізде де сол кезде бастық болды, жаңа Төлеген. Ажибаев Төлеген деген. Сол да ол кісі көрді да, енді мекемелер дамып жатыр. Давай мен де футболист балдар алайын деп. Сонда біздің әкемізді мен балам футболист деп мен де алдырды да. Мен футболистпін. Мен біріздер иықтыресіп, кімдермен, Нұрымдармен бір ойнапсыңдар жарысын. Марат, Елеусин, Марат ойнаған, Жека ойнады. Елеусин, Марат, Қазір бастығы, екеуміз бір команда сол 3-ші орын алдық па, қай жылдар? Сендер сол 3-ші орын алды деп естідім, Жека ойнаған сол кезде. Қазір Ақтаудағы бар. Сол кезде Былғары доп, білесіз ғой, мектепте Былғары доп деген топтер болады, әр жақтан. Сол кезде Нұрымдар шығады. Нұрым ғой ол кезде. Звезда. Нұрым сен таңда дейді. Сен таңдайды. Біздер жетте смело тұрасың ғой, алады деп. Так, 3-ші мектеп Жан Мұхамедова дейді Нұрым. Жан Мұхамедовтар кілең футболистер. Мәңке деген ағасы. Серік, Берік бар, Алексей бар, Жанат бар. Прикинь, 4 ағасы сборында ойнайды ғой. Немере ғой. Ағайын немере сборында ойнайды. Так, 7-ші мектеп Самат Қайрат дейді. Сразу. Қайрат деген? Төлесем Қайрат деген. Қай жылғы? 85. Борестер барлық таниды.
международный турнирдің чемпионы ол. молодец. Сосын жаңағыдай алып жігіт еді, Бағдат пен кім Ахмет деп кетеді сөйтіп. Біз сол арқылы футбол ойнап үйрендік қой. Сол кезде сол нұрымдармен барып жарыстарға барып, даже үлкен жарыстарға барып еді, международный турнирлерге, мұнайшыларға барып. Анжелдермен ойнадық, мықты командалармен ойнадық. Содан сөйтіп неге шығып кетеміз ғой, миниге. Миниге ана техникасы бар балдар күшті ойнайды ғой. Кіріп тұк қалдап спокойно кіріп кеттік сол ойында миниге. Мына бала ойнайды, мына ойнап мен жарысқа шығып кеттік. Сосын кімдер нұрымдар жұмысқа алып тастады. Бір сөзбен айтқанда Қайырбек ағамыз бар. Ойнаған ол кездері ойнаған Аманка, Болат ағамыз, Сағит ағамыз. Көп жігіттерді алған ғой жұмысқа. Қолдау көрсеткен, көп жарыстарға жіберген. Олардың да күшті. Содан кейінгі азаматтар. Одан кейін біз буын ғой. Жоқ, мен айта кетейін. Батыржан Қорғанбаев. Мен соны айтайын. Шындықты айту керек. Сол командаға кезінде молодоймызға шақырды, өзімізді көрсеттік, командада жүрдік. Барынша қолдау білдіріп жүрді, команда жабылып қалды. Мен Трубрин центрде жұмыс жасайтын, жұмыстан шығып кеттім. Батыржан Қорғанбаев ағамыз, сен тренер боласың деп маған жұмыс берді. Сол жұмыспен сәке міне келе жатыр. Міне қара, қандай жетістікке жеткен. Сол жыл 2014-те 15-те жұмыссыз жүрген жерден алып жұмысқа орналастырған ғой, соның нәтижесі. Тренер қылып мен сені қоямын деді. Содан сәке мен әлі күнге дейін тренермін. Манадан бері Батырды айта алмай айтқызып тұр екен ғой сонда Жоқ, ол кісінің мына Қайырбек ағаны айттық қой. Қайырбек аға мен Батырға екеуі былай енді бөле жаратындай емес, екеуі де. Соның адамы ғой. Бірге өскен. Себебі біздің Жаңаөзенге бір жылдар, қай жылдар өте үлкен футболдың мерекесін алып келді ғой. Батя, братан, ассалаумағалейкум. Чемпионат Қазақстанды алып келді ғой. Қайрат, Тұлпар, Аяттармен ойнап. Қарекеңді дегенмен біз Атырауда Кубок Қазақстанға қатыстық. Сол кезде біз Қайратпен бір группада болдық. Біз екінші орынмен шықтық. Сәке сол жылы андай қылды да Ереке. Любительский команда, көп команданы қатыстырды Кубок Қазақстанға. Оны үлесін кім дейтін тегізді? Габбасович дейтін бар, Атыраудың кісісі. Типа, сіз сияқты Ареке. Жаңаөзен федерациясының бастығы, ол да сол Атырау бастығы. Сонымен біз бұрғылау баратын болдық. Бардық. Группада Қайрат, екі команда бар Атыраудың. Біз Алланың олымен группадан екінші орынмен шығамыз. Қайырбек аға ойынды қарап жүр ғой біздің барлығымыз. Сол кісі сол кезде Атырауда бір мекеме қолдап Қайырбек. Біздер де барып қарап ойнадық қой сол жылдар. Да? Ол жылдар Қарағандыда ғой. Одан кейінгі Атырауда болды. Сәке, одан кейін Атырауда 2009-да. Жаңа Есеннің Игитаға. Сол группадан шығып тұрық қой. Қайырбек аға тұрды да, мында кел сен бала деді маған. Сен ғой тренер деді. Иә дедім. Ол маған зат берді. Неше теңге? Балдарға дейді, компотпен печенье бірдеңе алып бер деді. Ақшаны қарасам 100 000 теңге. Азамат қой, уже история басқа. 100 000 теңге қарайған 2017 18 ба? Жоқ, қарайған ақша болмасын өзінде. Приятно, негізі күшті ғой. Қолдап тұрды. Сол кезде командамен күшті болып шайтамақшы. Одан кейін өзенде болды. Сол любительский команда дома қабылдайтын болды матчты Кубок Қазақстан 1-8 ба 1-4 Жаңаөзенде өтті. Жаңаөзенде Ақтөбемен ойнадық. Ақтөбеге түстік. Ақтөбемен дома 3-0 ұтылып қалдық. Бірақ бүкіл халық келді, балдар тағы да сезінді Қазақстанның опытын, көрді көздерімен. Біздің балдар арамызда бар ғой енді, рас айту керек. Өзін кейде жоғары қояды, өзін порядке санайтын балдар сол Ақтөбеге қарсы шешілді. Кім қандай ойыншы, ол действительно Қазақстанның уровені жарай ма, ол жарамай ма? Сол кезде Әреке бөлек қой, біздер пектеміз ғой, біздер бардық Қарағандыға. Қайратпен ойнап отырдық. 9 минут бойы Қайрат бізге гол салмай жүрді. Сол кезде Қайраттар финал 4-0 алған команда. Жуан, Диване деген игроктар. Сол кездерде деген өзінің лучшыларын алып кеттік қой. 9 минуттан кейін уже гол кетті. Қайрат, мұнайшы, өзен мұнайгаз. Қолау СКА дейтін команда, аэропорт, бір группа. СКАда кімдер ойнайды дейсіз ол кезде? Карагул, Иманалин, Қайрат. Жаңа ветерандарды ойнап жүр ғой. Арал дейді, Қайрат Гүлбарақ. Кемді ойнайды, Шалғана. Мықты команда ғой, сол Кананенко бізде ол кезде. Сондай состав. Сол группа, 4 жақсы группа түсіп қалдық қой. Ана біздікі тағы басталды ғой сол кезде.
Қарағандыда матч болып жатыр. Өзен газ Бұрғылау. Мхм. Шағасыз кетті ғой. Саруба. Иә. Сен кімсің де сен кімсің. Білмеймін соны. Бірақ қызық қой енді. Иә, иә. Бірақ сол Кубок Қазақстанда біздің барақта Қайрат бар ғой. Иә. Сәке 9 минут дедің ба? 9 минут бойы шығарып 9 минут шығарды Сәке. Иә. Игроктар емес Сәке. Қайрат бірінші шаршап қалды ғой. 9 минуттан кейін ауысам деді ғой. бетімен тіреп жүр енді, бетпен тіреп жүр. 5 метр еді игроктармен. Жақсы тұр. Короче, ана Лео деген бар ғой. Қазір неде жүр? Портода жүр, қайда жүр? Лео қайда жүр? Бразилияда. Бразилияда жүр. Иә. Лео Короче, Иә, иә. он удар қатты ғой, Иә. аяқ таңдары деген мен 2 сан Иә. шығар. Короче, бір тіреді ғой удар. Носик деген аяқпен тіреп қалады да. Мхм. Одан кейін ойда тұрым жоқ, ешкім неге жаңағы неге барып жуынып жатсақ, санын көрсетеді да, сандан доптың іздеп тұрған ондай. Қып-қызыл да толып тұр ударларымыз. Сол Иә. 5 күн тұрды ғой соң. Қайратта вратарь келді. Маркау дейтін. Ол да аяқпен қатты. Ол еще Егиттен пик форма кезі. Екеуі кезектесіп тұрып жүр. Қараған полясы енділеу, бірақ ұзындығынан тарылау ғой. Жаңа Маркау допты центрге келеді, тибеді ғой. Иә. Біз ойнап болдық. Трибунадан ойын қарап тұрық осылай. Иә. Астынан қарап тұрық. Андай удар болады. Ворота ғой. Орнынан бүйтіп қозғап қайтып келеді. Воротада Қайрат. Иә. Көз мынандай. Бірінші Қайрат шаршап қалды. Енді былай қар Сәке, бізді қазір осының көрермендер Жаңаөзеннің футбол сүйер жастар ғой, қазір футболисттер көбісі қарайды. Бұл осы подкаст күтіп отыр. Қазір былай қарайықшы, 3 адамнан айтайықшы, топ Жаңаөзендегі қазіргі бір деп. Қазір ма? Иә, қазір. Сәке сізге қарап жүрсіз ба? Жоқ, Сәке сіз былай айтсаңыз болады. Ол Джонни Черпер. Жоқ, Сәке, өзіңіздің пик кезіңізді айтсаңыз болады. Өзіңіздің пик кезіңіз. Сіз білмейсіз, потому что кім қандай. Иә. Қарап жүрмеппін мен. Иә, Себебі мен қазір қарап жүрмеген себебім мен жаңағы неде жүрмін ғой қазір. Басқа салада жүрмін ғой. Сол үшін мен физически жетіспеймін. Футбол деген үлкен бір шаруа. Сәке, өзіңіздің пик кезіңіздегі лучший трех игрок. Жоқ, мен Ақтаудың балаларын қосамын обязательно. Қосасыз ба? Иә. Нұрым Кенжебаев, Шурка, Ақтаудағы Тима бар ғой. Тима. ККМ-дегі. Тиманы қосамын. Иә. Тиманы қосамын. Болды, 3. Болды, осы 3. Егер біреуін мен ең соң қордылайын әрекет. қазір мен Ереке айтсын, сосын сіз айтыңыз. иә. Сен айта бер алдым. Жоқ, мен қордылауым керек. Солай ма? Өте қызық болады. Сіз айтыңыз, Ереке. Онда ой, қазір. Кеттік, Ерекеңді кім білейік? Топ Жаңаөзен. деген топ 3. Қазір менің ойымша біріншісі Нұрлан Тұрымбаев, Абу Құдайберген, Қоқа. Мен Бұрғылаудың балаларын айтамын ғой, маған Иә. Бұрғылауда ойнаған балалар мен үшін мықты. Жоқ, қазіргі Жаңаөзеннің Сборный, мен Ақтауды қоспаймын. Үшіншісі Сергеев Арман, біздің қақпашы. Тамаша. Рахмет. Ренжімесін бе қалғандары. Жоқ, ренжімейді. Қалғандар бәрі мен үшін мықты. Иә. Бірақ топ 3 солар. Сіз Ереке. Топ 3-тікке. Солай ма? Мен де қаратар Потому что пол команды. Арманды қоспасам. Нені көрейік, неге 3-тікке сол үшеуін таңдадыңыз, соны айтып жіберіңізші. Тамат па, мен айтайын ба? Сіз айтыңыз. Нұрланды қосқаным қазір өзенде өзінің лидер екен да, үлкендердің бізден кейін, менен кейін деп айтайыншы, сол жігіт. Тұяқ қой. Иә, сол жігіт. Иә. Өзен қазір ойнады, иә. Бұл жерде Асқат бар құрдасы, Қуанышты да айта аламын. Жаңа айттым ғой Бұрғылаудың бәрі. Бірақ қазір Нұрланды айтамын да мен. Өзі мінезі бар, сөйлесе де өзінің ойын нетеді. Решать ете алды. Иә, решать етеді. Иә. Сосын Қоқа енді қазір жастардың арасынан Өте шыңына шығып тұрған кезде ол қазір. тілік өзден аман болсын тек. Иә. Қазір жақсы да, ол алып кетсе, өзін жұмыс жасап, ерінбей еңбек етсе, ол мықты игрок болады деп ойлаймын. Арман енді жас буын ғой. Иә. Беатр қақпашы біздің номер 1 деп айтсам да болады. Жақсы ол. Осы 3 жігіттің қандай абыройда, осындай Ерекең сияқты легенданың топ 3-тігіне кіріп тұрғанның өзі қандай бақыт. Енді бізге маңызды болып тұрған Алтынбектің 3-тігін тыңдап көрейік. Жігіттен айттым ғой. Мен 3-тігім ба? Мен 3-тігімде әрдайым бірінші орында Нұрым қалады.
Кенжебаев Иә. легенда ғой. Легенда. Мхм. Ол Бортсда да болды, Любительский лигада да болды. Нұрым тоқталып кетейін Ареке. Оны кейін тоқталайын ба? айтып алайық. Иә. Екінші Нұрлан Тұрымбаев. Үшінші Екінші Нұрлан Тұрымбаевты қоям. Үшіншіге мен кімді қоям? Исконы қоям. Тамаша. Иә. Дұрыс қой. Каждыйына тоқтала кетсем, Тоқталайық. Нұрым соның тәрбиесін алып өстім. Иә. Тәрбиесін алып өскеннен емес әке айтып отқаным. Потому что мен оны как болельщик қылып та көрдім ең бірінші. Бір командада ойнап көрдім. Сосын өз енді карьера біткеннен кейін как тренер ретінде бәріне қарадым. Бәрінен ол лучший. Нұрым бірге бір алданбайды сәке. Характерін білесіз сәке. Ешқашан мен көргелі стектан аяғын алып қалып или подборды, отборды біреуге беріп қойған емес. Ударды бөлек. Сосын миымен жақсы жұмыс істейді. Сосын өте қарапайым және серьезный. Артық ыржың тыржың жоқ. Настроен қойып біледі ойынға, өз ойынын ойнап біледі. Сол Нұрлан Тұрымбаев енді өзіміздің, менен 2 жас үлкен, мен оған аға деп сөйлесем, ойында мен тренер, енді ол былай игрок, былай өмірде аға болып обращение жасаймын. Ол Нұрымдан да тәрбиені алды ол кісі, Мақадан да алдық, бәріміз бірге тәрбиені. Нурик бір сөзбен до конца ойнайды. Иә, келісемін. Нурик, мен айтайын сіздерге. Ойын ғой. Элементарный ол мысалға, былай айтсақ болады. Настольный теннис болсын, PlayStation болсын, ол сода ұтылғысы келмейді. Ол сондай, характер сондай, Нуриктің сосын до конца ойнайды. Білем қазір ол өзінің бұрынғыдай пик формасында емес. Потому что ол кішкене салмақ қосты, жасы да Алла қаласа 34-35-ке келеді. Бұрынғыдай формада болмаса да, жігерімен, намысымен, характерімен сол до конца әлі ойнап береді. Тамаша. Иско жалғыз форвард қой жаңа өзінде. Иә. Жалғыз форвард. Иско қарап отырсаңыз, бірақ семіргенсің, арықтау керексің. Аю деп қойды ғой. Ареке бір сұрақ бар. Иә. Бұрғылауда кеше вышкіде чемпион болатында. 7-ші номерде Мерейді ғой да? Мерейді бар екен. Қайда? Кеше чемпион Қазақстанда, ЛФ-те. 7-ші номер Иско дейді ғой. Мерей Иско денесін қалай Ареке? Қана форма қалай Искоға болды деп мен әлі таңғалып жүрмін да. Иско өте жақсы, ақылды. Исконың үлкенге дейтін құрметі өте қатты. Ол чисто нападающий, чисто форвард жоқ жерден гол салып кетеді. Өз ойын ойнайды. Мен осы топ 3 осы менде. Дұрыс. Топ 3-ті мен де айтып кетейін ба? Айтыңыз. Иә. Мен де қысқа нұсқа айтайын, уақытты созбай. Мен үшін бірінші орында сол Нұрым ағамыз тұрады. Мен де көріп ойында мықты ойыншы ғой, талант қой ол. Біздің кездегі Месси ғой. Иә, Месси, талант ол. Нұрым ағамыз, сосын Райымбек Жұма. Мен үшін өте қазір Жаңаөзеннің Лепша кетті. Жоқ, өзінің топтарын айта берсін әлі. Былай үлкен көлемде айтып отырмын ғой. Ал мен бірақ қазір Жаңаөзен деңгейінде айтатын болсам, қазір мен көп жастарға, Алтынбектің балдарының ішінде көп балдар маған ұнайды. Өсіп келе жатырған. Екіншісі сол Райымбек Жұма. Үшіншісі маған жақсы ойыны да барлық жағынан ұнайтын ойыншы жаңағы айтып отырған Мерей. Мерейдің ойыны ұнайды мен үшін. Мерей. Исконың айтатыны ғой. Иә. Исконың айтатыны. Шын футболист деп. Мерейді ма? Тек футбол ойнайды. Иә. Шындану, ашулану. Біздің кезде Мерей жақында да. Мерей жүрген. Біздің Мерей. Мерей. Иә, сақтаған. Айтып отырмын. Соны үшін қостым, Мерей қосып отырсың ба? Мен Мерейді қосып отырмын. Сол үштікке. Енді әркімнің өзінің бір ойы болады ғой. Иә, сол сияқты. Дұрыс. Менің ойым сол осы топ үштікке осы үш. Сәке, Мерей осы вышкіде, раздевалкада бір сөйлемеген. Солай ма? Иә. Поляда да сөйлемейді. Поляда да сөйлемейді, раздевалкада да сөйлемейді. Ойнап келді. Соңғы кеше мана айттым ғой, 3 важный ойын. Уземный газ, Кезбей, Баянды. Сол 3 ойында Мерей 200% ойнап тастады. Қоқа, Бақа үшеуі. До этого олар сол турға дейін 50-60% былай ойнап жүрді, барынша салынып. Білмеймін, сол ойында үшеуінің настройы бөлек болды. Үшеуі ойынды моментін салды, пасын берді. Енді былай болсын, бонус болсын, бәріңіздің ішіңізде қап осыны айту керек еді дейтін бір адам қалып кетті ғой. Тек бір адамнан айтып шығамыз. Мен үшін Есен бар ғой біздің Оразали. Мен командаласым ғой, КВМ бірге ойнады. Сол жігіттің ойынын айт өзіме. Андай бір пас беруі, бір ойлану,
жақсы да өзіме. Мен үшін Пушкин, себебі Пушкин деген талай бұрғылаудың ауыр ответственный ойындарына шығарып беретін еді да біздерді да. Сосын Пушкин краш алып қалған кезде мен Пушкинге айтатын едім, сен не істеп жүрсің деп та. Сен не істеп жүрсің, не баяғы айта тұрмын, Хазардың ойында сондай болды да. Сен не істеп жүрсің, сен Хазармен ойнаймыз деп. Постоянно жетпесетін ойнамаған кезде барып айқайлайтын едім, сен не істеп отырсың деп ойнадық та. Ол постоянно біздің ойынымызды шығарып беретін Пушкин еді да. Ерге бір адам. Қуаныш. Иә, мен де қолдаймын. Сол Қуанышты айтып кетейінші осы жерде. Өте қарапайым. Кешегі финалдық ойындардың геройы Қуаныш болды ғой. Менің құрдасым ғой ол. Өте мықты. 89 ма? Өте қорғаушы жіберетін шығар деп едім. Иә, беру болатын еді. Өте соңғы оны қазір жаттықтырушы ретінде Алтынбекті айтып кете алады ғой. 90 ма? Менде ішімде Қуаныш қалды. 4-ші ол. Солай ма? Койки дейміз ғой бәрі. Койки. Или әзілдеп айтады бәрі. Легенда номер 2. Сол Семсерден келген кезде бізден ойнап келген ғой, сонда біздер пьяный мастер дейтін едік оны. Иә. Андай бүйтіп салбар. Алданбайды. Алданбайды. Кешегі финалдағы ойындар масқара. Алданбайды дейсің ба деп. Шақыс дейсіз ғой да. Алдында кім біреу бізде әзілдеп айтады. Пол жуатын апашкелер Койкиге рахмет. Мен ғой айтқан. Койкиге рахмет айтты деп. Ана 2 тайында екі бұры бар ғой. Подкатпен бәрін тазалайды. Апалар ортасына сол жерде бәрі таза деп қиып алу керек. Әдемі екен. Ортасынан бастап жуады да. Иә. Койкең тазалап кете ма? Өте мықты ойыншы ғой. Ал енді былай қарасақ, сәке, қазіргі Жаңаөзен футболын айтайық. Соған тоқтайық. Ерке, сізден бастаңыз сіз енді. Қазіргі Жаңаөзен. Мысалы біздің манағын айтып кетейінші, манағы жігіттердің арасында жаңа Нұрлан Белчер ағамыз қосу керек, үлес қосып жүрген. Сол теманы аяқталмай кеттік. Сосын қазір орынбасар бар менің қасымда. Сол мен соларды айтып негізі. Орынбасар үлесі көп қазір. Финалға барамын. 2 сағат сөйлей беріңдер. Тіке салады. Тәке финалға шықпаймыз ғой. Иә. Ол турнирдікі мен ерекше айтатын зат бар. Бір 2 кісі бар обязательно. Мына қазіргі мана айттық Қайырбек ағамыз, Тұржан ағам, Нұрлан Белчер. Біздің бауырымыз өз алдына да. Қазір Нұрлан ағамыз мысалы оған да көп рахмет. Мысалы бізде 2 баланы жұмысқа алып отыр. Қоқа мен Қуанышты да мысалы. Бізде өзіміздің Бұрғаудың не Спартакиада болады да, имейдждің арасында. Спартакиада. Соған өзіне де алып отыр мысалы балдар. Ол үлесі көп, негізі рахмет. Сосын орынбасар бар Сейіт. Қазіргінің несі ғой? Қазіргі сіз Арғынбек, қазіргінің бейбіт өмірдің батыры дей ма, көмекшісі. Ой, ол енді артық шығады. Жоқ, енді сіздің үлесіңіз көп қой қазір. Бұрынғыдай жарыстар жоқ қазір. Бұрындар деген тек қаланың мекемеаралық жарыстар. Жоқ, мекеме былай ғой, қаланың несі дейді да, соған бір жарыс жасайды бір жылда да, мысалы. Болды. Қала күні дей ма, қалай? Городской чемпионат жасайды, болды. Қазір деген, мысалы, сен өзің команда шығарып жатсың. Солай сияқты үлесі бұрын мынандай вышка ойнап боласың ғой, Сәке, да? Жатасың ғой, Кезі вышка ғой, да? Сол ғой, сен сол жүріспен, сен среднячокта жүрсің да? Ақтаудың балдары күнде жарыс өткізе берген жоқ. Сосын біздің қаламызға, мен бір айтқым келіп жүрген да бұрын. Біздің қаламызға бір футбольный праздник дейді, той дейді ғой. Ондай болған жақсы көремін да. Біздің Жаңаөзеннің командасы чемпионат Қазақстан қатысқан. Бір команда шығару керек та негізі. Алла нәсіп етсе сол күнге жетеге. Солай ағаларымыз жасайтын шығар деп ойлаймын мен сол. Бұйырса, Алла нәсіп етсе. Ойларымыз бар. Біздер тарттыңдар. Біздер деген медиа жағын жүргізейік. Әрине. Ана қанша жарыстарда бәрібір жұлдыз ұстап аласыңдар. Қой. Біздер қиғылшы. Жоқ, сондай жарыстар көп болса екен деймін да, адамдар футболға арасын, жас буындар өсіп келатыр, мысалы. Сборныйға түсіп жатыр біздің балалар. Кеше U13 дейді, 15 дейді, бәрін ұтып келіп жатыр. Алтынбектің балалары да Мақат қаласынан шығып, өзінің шәкірттері 2-ші орын алды. Сол сияқты өзінен бір команда болса екен деп өзім арманым. Сәке, сіз Нұрсұлтан мен Райымды білесіз ғой да, жаңа сборныйға түскен. Мен короче соңғы карьерамды аяқтайын деп жатқан кезде бізге тренировка келетін еді. Нұрсұлтан келетін еді.
технар баяғы мен сияқты артта шаршап қалады қазір енді масса жинап алдым. Мен ол екі жігіттің мен адамгершілігін айтайын мен сізге просто сіздерге сабақ болсын. Ол енді сборный Қазақстан жүрген жігіттер, ты че, короче, аэропортқа кетіп бара жатсам, мына жерде отқан жігіттер ғой, жүгіріп келіп Самат аға қалайсың, амандасып, ана жерде не профессионалдар отыр, білмейді ғой, Самат аға қалайсың, қалай деп құрмет қой, құрметте өзіңізге бір жерде понятие дейсің ғой. мына жерде мофта жүріп жұлдыз ұстап жүрген жігіттер ғой, олай жігіттер кешіресіз, дұрыс емес. Негізі сондай, әрине. Иә, ертең сізде уақытыңыз болады, сізде кетесіңіз. Иә, сіздің інілеріңіз де сізге солай істейтін болады да. Сол үшін мынандай ғой, әр адам ұшады, қонады ғой. Конечно. Ана айтады ғой маған, сен футболды не үшін тренерге барады дейді да, футболист. Мен қашан футболды аяқтаймын, айтшы маған, молодые подскажут дейді ғой. Сияқты ғой. Әркімнің өзінің уақыты бар. Сол үшін әрине. Мына нәрсе, мына қазір пикте жүрсіңіз ба, қазір базар жоқ авторитетсіңіз ба, оны біліңіздер, уақытша нәрсе екен. Сол үшін осындай кезде өзіңіздің жаңа кім сияқты, Құлкең сияқты, Нұрлан сияқты. Вообще Нұрлан соңғы кеше, мен баяғы Нұрланды білемін ғой, енді оны айтпай қойып, қазіргі Нұрлан маған вообще супер кеше футболда. Сәке өзге жаман деймін. Базар жоқ. Сосын жаңа Мерейді айтып жатсыңыз. Сондай сияқты қарапайым болу керек. Біздің мына кешегі чемпионат Қазақстан финалға шыққан Бұрғылаудың командасы сол қарапайымдылықтың себебімен де финалға шыққан шығар деп ойлаймын. Ана балдар кеше қарап отырмын ғой, простой балдар ғой. Андай не жоқ та андай. Қарап отырмын ғой, Аллах тағала кісілер мына балдарға беріп жатыр деймін ғой. Қарапайымдылықпен беріп жатыр. Осындай қарапайымдылықпен біз әрі қарай дамимыз да. Жаңаөзен футбол туралы қазір. Жаңаөзен футбол туралы мен қазір вообще шоктамын да. Кеше мына кеше чемпионат Қазақстанның финалына шыққан кезде жас балдарды көрдік. Мен деген вообще шокта болдым. Қазіргі кешегі вратарды көрдім. 2004. Мен анан тұрған кезде мен Арман еще Батя телосложениесі томпақ келген ғой. Сәке сөзіңізді өлейінші. Еркең баласы Алпамыс бар ғой. Арман екеуі маған бірге қатысып өскен бала. Сол үшін Арман Батя айта бер Сәке. Жарайды. Сіздің балаңыз қайда? Астанада. Бар ғой да, ойнап жүр ма? Ойнап жүр. Жарайды. Мына Арекеңдерді кеше турнирді ұйымдастырып жатыр ғой, мен барып қарап кетемін. Мен футболдан кеттім деген өзінде, мен футболдан кеттім деген өзінде мен қараймын. Қаратады Сәке. Бар ғой. Деген ол деген фундаментіңде бар ғой. Баяғыда жарыстан кеткен кезде Носик деген жолдас баламыз бар. Жарыстан кеткен кезде мен постоянно ұтылып қалған кезде мен айтатын едім, Носик, мен футболды қойдым деп та. Мен футболды ертесіне келіп тұрамын да. Сен кеше қойдым деп айтып едің ғой деймін. Қандай қылып айтады? Сен кеше қойдың деп айтамын. Мен футболды қойсам да менің футбол қойған жоқ деп қоямын. Сол сияқты да футбол деген ғой наркотика дейді ғой. Қазіргі футбол, қазіргі жастар вообще қазіргі мынау Жаңаөзен, енді бөлінеміз біз. Бөлінуге болмайды негізі. Қайткенде өзің туылған жерің болғаннан кейін ар жағынан өзен деп тұрасың ғой. Мына өзен жігіттері қазір футболдан масқара. Иншалла осы жолдан таймасақ, біз Нұрсұлтан райымдар сияқты емес, одан да бетер ары қарай вообще біз Барселонаға шығатын қазақ көрген жоқпын қазір мен. Білмеймін. Бұйырса болып қалады. Иншалла сол Барселонаға, Спортингке баратын қазақтар жүрсінші мен. Айтамын, мынау біздің қазақтар мына жақта жүр деп та. Біздің қолымыз жетпеген армандарға солардың қолдары жетсін. Тамаша. Алтынбектің Жаңаөзеннің қазіргі футболы жайлы пікірін білейік. Пікір жоғары деңгейде болады, Ареке пікір. Жаңаөзен деңгейі өскен соншалықты, қазір 15-14 жасар балдар лигаға қатысып мужиктармен ойнап жүр. Біз ол кезде ойнамаймыз дейсің ғой. Редкі ғой, редкі болған жағдай ғой. Қазір шығады, ойнайды. Сөйтіп өстіп барып, ертең лигаға барғанда өзінің ана балдар арқайын сезініп ойнай береді. Дамығанның белгісі ол, қаншалықты турнир көп болады, соншалықты көп бала шығады, көп бала өседі, көп бала опытный болады. Айтады ғой ана жарыскер. Нұрым ағамыздың айтқан сөзі бар. Қазір сенің балдарың затпен ойнап тұр дейді. Жастықпен, характермен, скоростьпен. Уақыты келеді, олар да опытпен ойнайды. Баспен ойнайды ғой. Баспен ойнайды. Сол сияқты қаншалықты турнир көп болады, соншалықты көп бала өседі. Енді Ареке құрдастар кап болды, мықты сіз ұйымдастырдыңыз. Самұрық кап болды, Орекең ұйымдастырды. Ол кісіге бөлек Алла разы болсын. Бүкіл 4-ші микрорайон, бала, шаға, әйел, ата, әжесі футбол тойы болды ғой. Трибунада отырады. Орын жоқ. Даже Сәке,
4.52 ма? Иә, крышасынан Крышасынан қарап отыр адамдар. Бұның балконынан қарап отыр. Иә. Крышасынан. Жаңаөзен жалпы футболға деген сүйіспеншілік өте қатты ғой. жоғары. Иә, Ареке тоқтамау керек алдағы уақытта. Иә. мына Ареке сөзін білемін. Мына қазір футболмен айналысу үшін сен футболист болу маңызды емес. Міне Арекеңдер мысалы футбол ойнамаған жігіттер да. Иә. Қандай нәтижелерге, қандай күшті жетістіктер жетіп жатыр да. Сол үшін жігіттер қандайда футболмен айналысқыңыз келсе, осындай футболдың дамуына үлесіңіз қосқыңыз келсе, жігіттер мархаба, ешкім кет деп айтпайды. Алтынбектің қасында жүріңдер, көмектесіп жүріңдер, тегін жүріңдер да. Иә. Тренерские үйреніп алыңдар. Бізде тренер тапшы вообще біздің өзінде. Дұрыс, өте дұрыс. Алтынбекті кет деп айтпайтын шығар деп. Иә. Қасында Алтынбектің қасынан егер ізбасар келсе еді ертең артымнан не қалдырдым деген кезде ізбасар жоқ деген өте қиын нәрсе. Иә. Любой өнерде де солай ғой. Жақаудың артынан кім қалады? Ешкім қалған жоқ. Иә. Әр адамның қазір жетістікке жеткен адамның артынан ешкім қалған жоқ та. Сол үшін із қалдыру керек. әрине із қалдыру керек. Көшкенде артынан із қалдыру керек. Мен де мысалы қазір өнерде жүрмін, артынан жастарды қалдыру керек. Ареке сізде солай кімде кім келсе ешқашан есіктерін жаппаң. Иә. Ашып қабылдау. Енді мен айтып кетейін, осы жерде біз бірдеңені ұмытып бара жатырмыз. Жаңа Алтынбек жақсы айтып кетті. Қазіргі Жаңаөзеннің футболындағы жастарының деңгейі. Кеше осы орайда айтып кету керек. Бәріміз қол соғуға болады. Қыран командасының неше? 13 жасқа дейін. 13 жасқа дейінгі балалары Қазақстан Республикасының жасөспірімдер арасындағы чемпиондар болып кетті. Ол үлкен жетістік қой бізге да. Иә. Мысалға Алтынбектің де Мерейдің де балдары бар. Бұлар да сол 1-ші, 2-ші, 3-ші орындарда көрініп жүрген команда. Енді сол чемпиондықты алып келіп отыр ғой. Сондықтан Қыран командасына бір қол соғып жібермейміз деп бәріне. Яғни осы сәтті пайдаланып, Заманбекке айтам, келесі подкаст сол Қыранның балдарымен болады. Кеше Қыранның жас 2 баласына айтым, 2 бала алып кел дедім. Сосын Тима или Арманға айттым, екеуіңіз біріңіз отырасыңыз деп. Енді осы орайда осы жастарға тоқталып кетейік. Бұл жерде үлкен жетістік. Сол енді Қыранның қазіргі Нұрсұлтан Таңатұлы менен Райымбек Жұмасы сборныйда ойнаған Берік ағамыздың. Иә. Берік ағамыздың, Тұманшаевтың, сол кісінің еңбектері. Сосын Алтынбектің кім қақпашы Сәуір Қазақстан ұлттық құрамасына қосылуы, кәдімгі чемпионаттағы Астана командасының құрамында ойнау, Каспийде ойнап жүрген Мерейдің Нұргелдісі, Алтынбектің Мирасы, тағы кімдер бар сондай? Жалғас істейтін ағай бар ғой Жаке. Иә. Роски деп айтады ғой. Сол кісіден шәкірт шықты, Димош Ағаниязов. Ол да Каспийде. Осылар атын айтайық деймін да осындай подкастта. Мотивация алсын, солар ұқсасын балдар. Сосын бізде мына Бұрғылаудағы азаттарды Пушкин айтып кетшейші. Сен оларды қарап отыр, аттары айта алмайды. Иә. Мен айтайын деп едім Сәке. Мына сезонның алдында команда жиналып тренировка бастап отқан кезде Носикпен сөйлесем. Группада жазам, үндемейді, жеке шығып сөйлесем, Носик сен тренировка келесің бе, сезонға затың қалай деп. Мен болдым, жастарға берем орынды, жастарға бере берсін дейді. Ол да азаматтық қой. Ол да азаматтық Ареке. Бірақ соңғы осы жыл бір шыдап, заменге отырса да шыдап, неге чемпионскийді алып, кубок көтеріп кетпеске. Капитан болды ғой ол кісіде. Бірге кубок көтермеске. X86 неге бірге кубок көтермеске деген ғой. Енді жақсы. Жалпы неше жыл келді ғой. Жұмысқа кірді. Өзі армандау жүрді ғой, жұмыс деп. Сол Бұрғылауға жұмысқа кірді, сосын айтты, мен кішкене демалам. Сәке неше жыл арманы ғой ойнап кетқан. Иә. Алтынбектің кетіп отқан. Дейтін болады ғой. Соны көрсін деген Алтынбектің інілік несі ғой. Бұл мысалы мақсаты бөлек болды айтшы. Жоқ, мысалы мен айтып кетейін, чемпион біз Бұрғылау алдық қой, мысалы Аллаға шүкір да. Олардың үлестері көп негізі. Азат Қиялбеков, Саматтың да, бәрінің. Нұрлан Кулебаевтың да, Нұрболаттың да. Сізге ұзақпай сендер де соның ішінде барсыңдар ғой, мысалы чемпионсыңдар да. Сол реніш жоқ шығар деп ойлаймын. Бізге дейін Сәке Вышканың мықты кезінде Анталия дейтін командалар болды ғой. Сол кезде Сәкең, Ұзақбай, Азат, Носик сол жылдары ойнап, Вышкадағы өздері қалып, сөйтіп қалып келіп, қазір жас буындар ойнап, сөйтіп чемпион болған. Солай еңбекпен келген зат қой. Еңбегі бар ғой. Иә. Енді мына неге тоқталайықшы. Әр саланы қамтып отырайық, сонда қызық болады ғой. Қазіргі Жаңаөзендегі командалар, шағын болса да клубтар шығып жүр ғой. Жарыстарға шығып жүр. Биыл 10 команда қатысты. Биыл ма? Кімдер? Соны атайықшы. Биыл мен қатыспадым.
жоқ вышкаге шыққан шығыста облыс лига МФЛде МОФқа шықты. сол туралы комментарий айтшы. ең көп команда осы жыл шығып тұр ғой, 10 команда шығып тұр. Бұрындары Он команданың бесеуін айтшы хотя бы, да, сен бәрін айт. Жоқ, бәрін айтып өтсін. 10 команда шығып бұл 10 команда өзіміз бұрғылау. Бірінші лигада УПГФ дейтін мекеменің атынан шықты. Ол бірақ мына Орекең Шаңырақ дейтін команда, Орекең қолдап жүрген, ұйымдастырып балдарды өсіріп жүрген Шаңырақ дейтін команда, бірақ УПГФ болып шықты. Екеу. Екінші лигада БЖСМ дейтін команда болды. Азамат Құшанов стадиондағы. Азамат басшысы бар, сол ағамыз шығарған. БЖСМ стадионның БЖСМ өзі балалар жасөспірім спорт мектебі номер 1. Солар олар шықты. Одан кейін Дельта дейтін команда шықты, мына Кебекбаев Темірлан дейтін. Сол бала жақсы. Сол жігіт шығарды. Ініміз. Оның біздің аутсорсинг бар ғой. Мен барып пиарын жүргіземін деп ойладым, себебі деген. Сосын оларда бір не тапшы зал болмады ғой. Иә. Олар енді мекеме емес, ұжым емес, қиын ғой. Ол Темірланға вообще бөлек не. Ойлап едім, сіз ойнап вайс етем ма деп кішкен. Вайс еткенде мен қазір вообще оған физически де жетіспейтін едім. Пиар жағын жүргіземін деп ойладым. МФК бірлік дейтін болды Ареке. Муса дейтін бауыр шығарып жүр. Не, сол ауылдың балдары таза. Сосын осымен жат бітті ғой. МОФ. МФЛ. Мофта өзенмай газды айтпай кеттің. Мофта өзенмай газды. Жәкең, Раха бастаған жігіттер, Миша ағамыз бар. Олардың да орны бір бөлек, көптеген еңбек етіп жүрген. Олар неше жылдан келе жатыр. Алтау Мофта. Алтау болды. МФЛ. Жалынды айттың ба? Жоқ, екі жалын бар ғой. Мофта жалын. МФЛ-ден шеті болды. Қалған 3 команда қалды МФЛ-де. Достық. Жаңа Нұрсұлтан бастаған. Теңге Ареке өзіңіз бастаған. Сосын жалын. Жалын 2-ге бөлінді. Сәке, жастар, үлкендер. Жастар МФЛ-ға кетті, жоғары үлкендері МОФ-ға кетті. Ол командада ол жігіттердің каждыйына мен ризамын, Сәке. Потому что олар МОФ пен МФЛ бөлек жылы. Ана сезон ғой, ана сезон. Осыдан бір жыл бұрынғы сезон да. Бәрі қосылған сезоны ғой. Біз бұрынғы 5 алдық. Вышкісінде, суперінде. Одан кейін вышкі болды, одан кейін бірінші лига дейтін болды ғой. Сол бірінші лигада жалын өз команда жұмыс жасайтын жігіттер болып қаражат қалтасынан шығарып, Сәке, сөйтіп ауызбіршілікпен ойнап, бапкер Ақболат дейтін жігіт, қақпашымыз осы біздің. Каждый сөйтіп еңбектеніп, олар 2-ші орын алды бірінші лигада. Мен осы орайда бірдеңе айтқым келіп тұрды. Сол жалын деген команданың, Абылай бар ғой, фотограф. Сол кісі. Сол Ақболат. Сол кешегі мысалға жоғарғы лигасында МФЛ-дің біз теңге болып ойнадық қой. Бізбен бірге ойнады да. Қатар ойнайды. Бір ойындар бізден кейін болады, алды болып бітеді. Сосын олар енді балдар жас болды ма, ойын жүрмеді ма, биыл көрсеткіш көрсете алмай қалды. Сосын әр неген сайын мен барып кетемін. Бізге көлік бөлінеді. Мен айтамын, көлікке мініп кетіңдер біздің көлікке деген сияқты да. Сондай барым сол команданың анда еңсесі түсіп отырғанын көремін да. Бірақ олар Алтынбек айтып отыр ғой. Өз үстінде үлкендер ақша жинап, қаражат беріп. Қазір енді бір жетістікке жетпегенмен мен бір күні Алла тағала соларды үлкен жетістікке жеткізеді да. Бұйырса жігіттер. Алла тағала оларға еңбек ету. Алла тағала оларға сол жылы берді деп ойлаймын мен. Сол жылы 2-ші орын өзінің ауылының балдарымен. Кімде машина бар, сол шығарады ғой. Сосын соның заправкасын сабыра жасап қояды. Кейде құймайды. Біздің кездер болды осы. Футбол деген, футболға деген махаббат. Жалын молодец. Ақболат молодец. Олай сөйтіп шығып, балдарды өсіріп. Мына осы орайда айтып кету керек. Енді Бұрғылау, Өзенмайгаз, басқа мекеме, УПГ болсын, бұлар енді мекеме ғой. Ақша солардан шығады, барлық нәрсе. Менің айтқым келіп отырғаны, сол жаңағы жалын командасы, жаңағы Дельта командасы, достық, айтпақшы, достыққа мен қатты риза болдым. Бәріміз ризамыз. Ініміз бар ғой. Өте биыл МФЛ-ді шулатты ғой. Бізбен мен теңгенің командасын шығардым ғой, бізбен бірге ойнады. Басында бізден қалып келе жатыр, содан кейін қарқын алды да. Биыл жаңалық болған достық командасы ол. Мен достық командасына қатты риза болдым. Біздің қарсыластарымыз болды болмаса. Қиын бастап. Бірақ жеңгендеріне қатты қуандым да. Жаңа Нука ініміз дейтін өте өзі барын салып сол жетістікке жеткізді. Қандай болып бастады әрекет. Жай бастады. Ортасына келді. Қатты қарқын алып кетті. Плей-оффқа келді ғой. Соңғы 1-2 ойын қалды ғой. Басылық балды. Білмеймін, игроктар шаршады ма, чемпион деп ойлады. Красный алды. Ол чемпионат емес, қалай плей-офф қалай? Жоғарғы лигасы. Жоғарғы лигада 3-ші орын алды, Сәке.
жоғарғы МФЛ. Суперлигада 11 команда ғой. 11 мен 10 ұшады сәке. 9 мен 8 мына жоғарғы лигада 3 пен 4 қалған бар, солармен стыковой ойнайды. Сол стыковойда ұтылып қалды достық. Пенальтиді Соған кішкене бір қарын ашық қалды да. соны жеңгенде Сол бір ойын соған бәрін салып тастау керек еді. Сонда сәке сен 3-ші орын алған сезондағы затың бар ғой, еңбегің. ақталады. Иә. Ниеті. Аллаға шүкір енді жақсы ғой, бірақ Сол мен айтайын деп отырғам. Сол Тегін айтайын да. жаңағы жеке шығарып отырған командалардың жігіттері бар ғой. Сол жігіттерге. Ареке, олай Респект. айтатын болсақ, мен де сізге алғыс айтамын. Теңгені шығардыңыз. Жоқ, мен депутатпын ғой. Не олай? Мұнайшымын. жоқ депутат Ана болғандықта да енді Болады. Қанша депутаттар бар? Мен сәке, жоқ сәке, мен айтайын, мен жаңа Мақаттан шыққан 4 балам Иә. выездға кету керек болды. Қарағандыға, через Астана барасың. Иә. Ареке командада сол балдар до конца ойнайды деп өз қаражатынан самолетке билет алды. Балдар сол ойында ойнап кету керек. Егер балдар пойызбен кететін болса, жетіспейді. 2 күн ғой сәке. Енді оның затында ол Ареке, мен депутат, мен мұнайшы, ол сәке, мен былай айтайын, команда шығару оңай емес. Өз қалтаңнан ақша шығады, команда ұтылып қалады. Иә. Обидно болады саған. Бірақ сондай моментте андай басшылар бар сәке, тілін тістеп қалатын, сөйлеп жіберетін басшылар болады да. Ол дейтін Ареке. Ақшаға келген кезде жалпы. Қиын, өте Иә, қиын ситуация. солай. Мен түсінемін. Иә. Мен өзімнен андай қылып ақша шықпаса да, бірақ ана шығарып жатқан адамнан мен өзімде қысыламын да. Потому что ойнап жатқан менің балдарым болды ғой. Иә. Біз алтын екеуміз жақсы жұмыс жасап шықтық. Иә, Аллаға шүкір. Басына келді. Қалай сол бәрі жақсы. Финал келмейміз ба? Финалға. Иә, Финалға басынан бастап келейік сәке онда. Иә. Неше сағат болды бізде? 1 жарым сағат болды. Финалға келейік. Финалға келейік сәке. Сезон бітті. Бұрғылау чемпион. Ең қызық затты айтайын ба? Чаттың аты вышкаға дайындалайық қой. Чемпион болдық қой. Иә. Чаттың аты өзгерді ғой сәке. Біз чемпион. Қызық қой сәке. Әдемі ғой. Сен ондай зат қашан боласың енді? Иә. Алланың қолымен 14 жылға келіп тұрған зат. Сонымен 1-2 тренировка болды, 1-2 келе алмай қалды арамызда. Жаңа Қойке легенданы білесіз ғой. 5 тренировка сол ойын ғой. Мен бармаймын, мен тіке Қазақстанға барамын деп сразу айтты. Келді, өзінің ойын ойнады. Бірінші ойын Бейнеумен жеңіс, Алланың қолымен. Екінші ойын манағы тема 4 сағат ұйықтадық, ауыз ашып ұтылып қалдық. Ертесі күні Тараздың командасымен ойнадық. Оны ұттық. Келесі ойын ойнап ұтылып қалдық, бірақ группаның жағдайы шешіліп тұр. Сол кезде сәке, сол кезде группадан шыққаннан кейін, группада 3-ші ойында ойнап жатқанда Өземнагаздің директоры Нұрдәулет Қилыбаев ағамыз группада ойнап жатыр. Сол кісі айтып тұр ғой, негізі 22 наурыз ғой. Негізі ағаш үй құрылып тұр ғой теңіз жағында. Соған баратыр едім дейді. Естідім дейді. Өзеннің балдары ойнап жатқан. Иә, сол видеосы орынбасар салады. Келдім, балдар ойнап жатыр екен. Сәке, үлкен директор ғой Өземнагаз. Иә. Директорлар сәке випте отыра ма? Бірінші таймнан кейін жаңа Нұрекен келіп. Заменада мен қасымда отыр ғой. Иә. Содан басталды. біздің қасымызда отыр. Сәке, финалға дейін қасымызда. Өте қарапайым жігіт. Иә. Ақылын біраз затын айтты, күшті тыңдадық, алатын білімімізді алдық. Жеке өзім алдым. Кешкі ойын ойнайын деп жатыр сәке. Ауыз ашар уақыты. Раздевалкада жерде отырып ауыз ашып отырық қой. Нұрекен суымен құрмасымен келіп, мен жігіттермен біргемін деп, бірге ауыз ашып отыр ғой сәке. Былай болады ғой сәке. Иә. Мысалы көмекшісіне, мә, жігіттер ауыз ашсын менің атымнан деп айтып жіберді да. Кетіп қалады өзі. Болады ғой, мүмкіншілік. Әрине. Ген директор ғой енді. Ген директор ғой, действительно. Жоқ, до конца қасымызда болды. Біздер раздевалкада киініп жүріп қой, шешпейсің. Біздің қасында кішкентай баласы бар. Бізбен ауыз ашып бізге бірге. Оның футболға деген симпатиясы бар, бір жағынан. Бұндай емес. Жоқ, жаңа өзен деп келіп тұр. Менің жаңа өзенімнің жігіттері ойнап жатыр. Мен қалай болмаса Өземнагаздің атынан да команда шығаруына болады. Иә. Мен жаңа өзем жігіттер ойнап жатыр. Мен қалай наурызда тойлап жүрем деп ойлайды. Бұл жерде ол бұрғылау Ереке солай айтты. Неге бұрғылау? Негізі баяғыда бұрғылау мен Өземнагаз бөлінетін еді. Бір-бірінің ойына бармайтын еді. Қазір көрдің ба, адам өзіне сана өзгерген. Иә. Қазір жақсы болды. Сонымен сәке 1-8 ойын басталды, ұттық. Біздің 1-4 ойын келді, кешкі ойын. Масқара ойнады. Ойын жақсы басталды. Сол біздің жалғыз ауыз ашық Сақош. Перебор желтый.
ойнамайды келесі ойынды. Бүкілдің аузы берік, солар ойнап жүр. Мен оны әзілдеп айтам. Ойын болып жатыр. 3-тен ұтып жатыр. Ауыз ашатын уақыт жақындап қалды. Бүйтіп артыма қарасам, Сақош су дайындап, банан дайындап, сабақ алып жүрміз. Иә. Бірақ Сакушке айттым сол кезде бұйырса алла қалса 1-2-мен финалда ойнарсың дедім. Анау переживать етіп тұр. Трибунада отыр, жүр, мен айтам, жүр, командамен жүр деймін да. Трибунада отыр да, қарап, жүр, бізбен бірге жүр деп та. Біздің қасымызға келіп отырып. Сақош айтады. Мен бұрын онан Абат дейтін бар ғой, Абақтыда Абат Ескендір. Содан естіп едім ол сөз. Жаңа Сақош айтады кеше. Алтынбек дейді. Лучше ойнағаным жақсы екен дейді. Қараған. Сен айтатын ғой. Переживание дейтін қатты болды дейді Сақош. Сол ойынды ойын болып отыр, артында Сақош су дайындап отыр, қасында заменада жаңа Нұрекен отыр. Ойын қарап, шапалақтап, балдармен бірге қуанып, балдармен бірге құшақтасып, ақылын айтып, сөйт 1-4 өттік Сәке. Ертесінің ойын полуфинал жігер командасы, Құлсары. Мен дейтін игроктар. Тәжікстан. Былай айтайыншы Сәке, мен сізге. Опыт жағынан айтатын болсам, жігердің ішіндегі игроктар опыты республиканский турнирда, международный турнирда 5 вагон деп айтайын сізге. Біздікі жарты вагон. Біз манағы затпен шықтық қой Сәке. Намыс. Халық біз үшін келіп ойнау керек. Соңына дейін бару керек. Ораза. Ұтылған жағдайда Сәке, ұтылған жағдайда да біз халыққа басымызды көтеріп кетейік деп. Полуфиналда ұттық. Сәке, біз 1-8, 1-4 полуфинал. Бәр ойында 4 голдан жоғары салыппыз. 4-3, 4-1, 5-2. Финал. Муслим командасы. Демалып финал. Демалдық. Ойын басталды. Ойын жақсы басталды. Ойын жүріп жатыр. Ойын бітті Сәке. Есеп 0-0. 0-0-ден кейін Сәке бәрі не күтеді? Пенальти күтеді. Жоқ, пенальти болған жоқ. Чисто время болып жатыр Сәке. 15 минуттан чисто время. Сіз ереже қалай болды? Ережемен таныстық бәрі бар. Солай ма екен ережеде? Жаңа бір айта кететін жат, Кезбе дейтін команда бар ғой. Ауылымыздың балдары бар, өте жақсы келе жатыр еді. Жаңағы правила деп айттың ғой Сәке, да? Таныспадың ба деп. Соның кесірінен олар бір ойында 2 жолтай адам ойнап қойып жақсы шеттетілген. Келе жатқан команда. Группадан шығайын деп тұр. Көрдің, бізде жауапкершілікке бізге, маған, чатқа Сақош жарыстың затын жібереді. Ережесін. Сода бәрі жазылған. Біріш бәрін қарап шығады екен. Мына жарыс бар ғой Сәке, мына жарыста Сәке бұрын қалай толтыратын едік? Сол кезде ма? Қағазбен толтырасың. Мен телефонмен Сәке қазір. Бір программа бар, сонымен толтырамыз. Заявка бойынша қарайды. Енді Сәке, біздің балдар ойнап жатыр ғой. Нурик гол салады, Сақош гол салады ғой. Мен соткамен сообщение келеді. Тың. Майскор бар ғой? Сондай. Избірнеға қоясың ғой Сәке, білесің ба? Жаңа ойнап жатады. Жүйе ма не сонда? Аты мен фамилиясымен келіп тұрады. Әдемі ғой, мықты организация. Соңына дайындалдық Сәке, соңын ойнап жатыр. Ойын бітуге 25 секунд қалды. Біздің вороттың қасында атака көп болып кетті. Онымен 2 игрок заменаға шығып кетті. Арман тек мына бағытта қарап тұрды. Арман мына қапталды қарамай жатыр. Мына 2 игрок ауысты, 2 игрок кірді. Арман ояқты көрген жоқ. Нурик қасында мен бер деп доп сұрап, Нурикке доп берді. Онымен Нурик біздің ворот жақта аутқа жіберіп алды. Олар ауттан келіп тепті. Исконың мүлдем воротаға емес, далаға кетіп бара жатқан доп. Аяғына тиеді. Гол. 1-0, 18 секунд қалды. Онымен соңында 5-й атака жасаймыз. Онымен болды ғой. Алтынбек, сенің эмоцияңды көрдім мен сол кезде. Үстінен қарап тұр едім. Мен тұрдым тек. Қатып қалды. Шүкір енді оғанда олдан нәтиже. Енді жаңа Муслим командасында ойнайтын игроктар, жаңа Нұржан Абрасилов, Станислав Васильев дейтін бар. Олар Сәке, каждый жыл сайын олар Европаға 2 рет шығып келеді. Сол 2 игрок. Станислав Васильев Қазақстан кеше біз 2-ші орын алдық қой. Соның двукратный подряд чемпионы. Томпақ жігіт қой, да? Мықты екен. Сәке, енді ол екеуінің опыты 10 вагон, біздікі 1 вагон. Солай ғой. Ол қай жылғы жігіт жаңа? 92. Тепкен удар бар ғой. 91. Жас балдар екен. Тіке барады ғой бағытына. Өте жақсы ойын болды. Барынша әсер алдық. Енді көрерменді соңына дейін қолдады. Біз вышкіде Жаңаөзен тарихын жасасақ, Сәке,
Қазақстанда облыстың тарихын жасадық, Аллаға шүкір, қуанамыз. Оның барлығы ауызбіршілік деп айтам. Сосын жаңа Бауыр ағамыздың еңбегі. Әрине. Дұрыс. Мына жерден бірдеңе сұрап кетейінші, Самат. Сол финалдағы голдың ошибкасы қалай, кімнен болды, қай жерден басталып кетті? Ошибка бәрін былай айта берсек көп. Ол жерде момент Арманда да болды. Арман алға лақтырса, олар ойынды басып тоқтататын андай бір моменттер. Арман айтады, ағай мен лақтыра берсем алға дейді. Кейбір андай ойындар болды, Арман қайта лақтырады, аутқа жіберіп алады. Сол моменттерде Нурик Қойкелді доп сұрайды, бере ғой, одан да біз доп ұстайық деп. Сол моментте Нурик сұрады, Арман берді. Сол кезде Нурик көп ұстап қалды. Иә. Келесі момент жақсы аут болды. Ана игрок перекат алып тепті. Перекат алды, Сақош біздің әлі бір орында тұр. Сақош сокращать етпей қалды. Стенк ашық қалды, Сақош сокращать етпей қалды. Ол жерде команданың несі бар ғой енді. Ол жерде ең бірінші шаршағандық бар екен. Шаршағандық мойындау керек, шаршағандық. Муслим командасын жеке өз басым құттықтаймын. Лайықты. Сәке олар бізге дейін мен дейтін фавориттерді шайқап тастады ғой. Рай деген Ақтөбенің командасы бар. Рахмет дейді ғой. Соның игроктарын ұтып кетті. 8-де де. Менен жаңағы бұл ошибканы неге сұрап отырмын? Жаңа бір басқаша түсініп қалар жігіттер, оны неге сұрап отыр, керек емес еді деп. Мен просто маман ретінде соны қайталамасын, келесі ойыншыларға сабақ болсын деген айтып отырмын ғой. Иә, мен жаңа жеке тоқталып кетейін, жаңа ешкім кінәлап отыр. Нұрдәулет ағамыз бен Орынбасар ағамызға өте үлкен алғысымды айтамын. Иә. Өзенмұнайгаздың басшысы бұрғылау ойнап отыр, бірақ Нұрекен келіп бұрғылау емес, жаңа өзен намысы ойнап тұр. Ұстаным өте ұнады. Ертең қараса жеке қарайды шығар деп ойлаймын. Нұреке сізге жеке алғысымыз шексіз, Алла разы болсын сіздерге. Осылай қолдап жүрсіздер. Осылай қолдай беріңіз, жалғастыруыңызды. Тамаша. Тілеймін өзім. Енді уақытта біраз жерге келіп қалған шығар. Мен енді алдағы жоспарлар бойынша айтып кетейік. Бәрін әдеміге айтқан сияқтымыз ғой. Өткен шақ, осы шақты айттық. Бәрін айтып кетеміз. Барселонаға барады деген хабар бар ғой. Иә, сол хабар. Иә. Бұйырса ол хабар келді, хатын жіберді. Ерекеңнен сұрайықшы бірінші. Бұрғылаудың сол жердегі маманы ғой енді. Сол жерде жүрген команданың капитаны. Сосын Алтынбектен сұраймыз. Біздерге негізі болмайды бар ғой. Екінші орынмен бұл чемпион бару керек екен. Біздер сол Орынбасар, Алла разы болсын, сол әкім ағамыз. Иә, Жансей. Алла разы болсын. Әр ойын сайын айтпақшы сол трибунада отыр. Ойын сайын. Сәке енді өзінің құрдасымен амандасқанда келіп, бәрімізбен құшақтасып. Ауылдың жігіті ғой, селектің. Қарапайым жігіт көрініп тұр, құшақтасып амандасып. Мен ойлаймын, одан әрі бола мотивация алады деп ойлаймын. Сен келіп терлеп соққы отырсың, әкім келіп сенімен құшақтасып амандасады. Иә да. Бетіп кетсен не істейсің? Ерге қолыңды өшіп, бетіп кетсен не істейсің? Болды ғой, сөйтіп отыра бересің ғой. Жоқ, келіп құшақтасып, молодцы жігіттер. До конца сенеміз саған, халық жинап жатырық деп. Иә. Сол күнде қимылдап отыр. Хат келді. Әкім басшыларын мақтай бермейді. Жаңағы батырды бәрекелді өлтіреді дейді ғой. Сол сияқты жаңағы. Жалпы жоқ, сол жерде болған зат қой, сөйтіп 3 кісі болды. Ол рас. Так, сол арғы жалғастыра беріңіз. Бұрғылаудың солардың нелерімен деп айтамын енді. Еңбектерімен. Енді шақырту келе ме Алтынбек? Келді шақырту. Шақырту келді. Енді виза деген бар, тағы да бір жұмыстар бар ғой. Қашан ойын? Ойын майдың 20-сы мен 25 кеше Қазақстанға Алюр дейтін командаға. Иә. Мен фаворит санадым сол команданы. Сол командалар группадан шыққаннан кейін ұтылып қалды. Сол командада барады соған. Олар үшінші орынмен шықты еще. Лёр-де-Мар дейтін бір қала бар, точно білмеймін. Ол не жарыс? Ол бұрын Сайран чемпион болған команда сол турнирге бар. Арай дейтін команда болды Алматыдан. Сол кезде Арай дейтін команда мына біздің Каракулов Ерлан. Мирамис Европа ғой да? Чемпионат Европа ғой да? Жоқ, Европада болады. Европада мир, иә. Бразилиялықтар бәрі болма. Димаш ағамыз бәрі солар чемпион болған. Ол жаққа барған Қазақстанның көп командасы чемпион болып жүр. Муслим қайда барады? Келесі жыл дәл осыған барады. Сіз баратын турнир емес па? Сол. Сіз Муслим барған турнирге барасыз ғой. Жоқ, 25-те барады. Біз просто мына айтып отырмыз. Қимылдап жұмыс жасап жатыр.
бізге енді былай хабар келді сәке, не нақты барасыз деген. Жақсы ғой. Әзілдеп айтып жатыр, бір-біріне кредиттерің жағын деп. Иә. виза деп, паспорттарыңызды ала берің деп. кредит болмау керек та да история Точно. Әзіл шығар. Точно мен білмеймін. Бала береді. Кредитке қарап көтеріп береді ғой негізі бұрғылау Егер ойыншы баратын болса, ол міне Жаңаөзен футболының ең бір нәтижесі болады. Себебі құрам өзгеріс бола ма? Жоқ. Жаңаөзеннің жігіттері ғой. Алекс, дәл осы жерде айта кетейін. Ертең шығады ғой мына подкаст. Иә. Мына чемпион болуға кім ойнады, Үлес қосты. кім үлес қосты. Иә. Сол сезонда заявка деп ойнап. Дұрыс. Сол барады. Сосын мына Қазақстан екінші орын алған кезде бізге еске қосылып үлесін қосты ғой. Иә. Сол барады. Иә. Сырттан былай адам алмаймыз. Потому что біз оның орнына адам алып, ол адам мейлі бара берсін ана командаға. Бізбен бірге Алла қаласа Барселонаға. Бірақ ойнамай сәке, оның көңілі толмаса бізде береке болмайды деп ойлаймын. Сондықтан кімнің еңбегі сіңді, кім лайықты. Біздің командада чемпион болған бүкіл бала лайықты. Дәл солар кетеді Алла қаласа. Иншалла. Және бәріне айтамын. Алла қаласа. Өзгермейді. Соған жетейік. Енді жаңа нені аяқтап тастайық, жоспарларымыз алдағы. Иә, Енді үлкен жоспар бұл бұрғылаудың Барселонаға баруы. Содан үлкен бізде жоспар жаңалық болмайды деп ойлаймыз. Сосын енді биыл 24 басталды ғой. Біздің Жаңаөзен футбол федерациясының да жұмыстар жалғасады. Енді мен осы орайда айтып кетейінші, мана айта алмай қалдық. Жаңаөзен футбол федерациясы 2-ші жыл жұмыс жасадық қой. Менің бір мақсатым, бір ойым. Ақтауға ылғи 6-7 күн Ақтауға барып осы күнге дейін сондай жарыстар болады да. Біздің Жаңаөзенде неге оның тұрақты лигасы болмайды? Ең бірінші ой менде сол болды. Сондықтан мен сол лиганы құрдым. Мүмкін әлі менің нем жетіспей жатқан шығар, бір тамаша болып отпаған шығар. Бірақ федерациялық белдік бір тәртіп орнаттық. Қазір Жаңаөзенде біраз футболда өзгеріс бар. Солай ғой. Иә. Десятпен келе жатыр ғой. Иә. Жаңа үштіктің құрамына қосып отыр Құдайберген Әбу деген жігіттердің осы деңгейге жетуіне де Жаңаөзендегі жарыстардың себебі бар. Қай жас балаға қазір шығып жатырған. Сондықтан биыл орынбасар екеуміз бірнеше жарыстар жоспары бар. Біріншіден біздің Жаңаөзен футбол федерациясының өзінің жоспарлы жарыстары бар. Көктем лигасы, биыл көктем турнир ғой. Турнирді біз Қанағат Шамшадинов дейтін жайдарманда үніміз болды. Соның атына еске алуға өткізейін деп жатырмыз. Осы сәуірдің аяғы, майдың басында. Газонда 8-ші мектепте. 4 күнге жоспарлаған жарысымыз бар. Жаңаөзен футболшыларға, командаларға қазірден бастап дайындала беруге болады. Сол турнирмен бастаймыз. Көктем кубогын сол Қанағат еске алумен бастаймыз. Ол областной ма? Областной командалар келеді. Майда Самұрық Кап залда өтеді деген жоспар бар. Онда орынбасар сөйлесіп қойды Самұрық басшыларыменен. Жалпы бітіп тұрған шаруа. Самұрық Капты зал қайнап тұрады ғой. Сосын енді мен айтып едім, сол Самұрық Капты қайта газонда өткізейік, сол қызық деп бізге. Онымен ол жаңағы тағы бір нюанстар бар шығар. Иә. Сол жарыс бар. Содан кейін біздің жоспарда биыл Теңге ауылының 65 жылдығы. Соны айтып едім. Иә. Теңгеде үлкен 2 жарыс өтеді. Теңгеде де осы 8-ші мектеп сияқты алаң бар. Соның жанына трибуналар жасатайын деп жатыр. Нұрлан Бекшер ағамыз трибуна жасап берейін деп жатыр. Үлкен жарыстар өтеді. Призовойлар тігіліп, сондай жарыстар бар. Құрдастар кап бар. Сосын әдеттегідей күзгі жарыс бар. Және медиа ойын болады. Сәке, саған жаңалық. Қазақстан бойынша. Сіз орға бүйтіңізші, ең ауқымсыз қайсысы? Самұрық Кап па? Самұрық Кап болады. Самұрық Каптың кешегідей финалдың, полуфиналдың ара 3-ші орын мен 1-ші орын арасында медиа. Дінмұхамед Сүлейменов шақырыңдар. Иә. Шоу матч. Бірақ мықты футболистер шақырыңдар, бізде мықты футболистер шақырайық. Есегім бар, тағым бар. Иә. Өнердің жұлдызы жүрген. Енді сондай, сосын біздегі бір не ерекшелік, біздің Жаңаөзендегі тәжірибе болып жетістігін беретін ол біздің лигамыз. Күзде болатын. Бұл жаңағы Ақтаудағы ойынның алдында болатын жарыс. Көп нәтижесін береді ғой да Алтынбек. Өте көп жарыстарға. Себебі соның алдында өтті. Сәке сбор деп айтады ғой. Иә, сол. Мини сбор ғой. Играющий сбор да. Ол 2 жыл болды, өте қарқынды. Мен қазір 3 лига құрып алдым. Жаңаөзеннің өзінде. Ашық лига деген бар. Кез келген команда ойнай алады. Команда құрып алып келе береді. Екіншісі қызмет лига. Мен қызмет лигаларды аштым. Себебі біздің Жаңаөзенде сұраныс аз, команда шығара алмайды.
кәсіпкерлер ондай қатты интересный емес. Сондықтан мекемелерге беремін. Мекемелерге ол аса қиындық тудырмайды. Енді биылдан бастап 24-тен бастап оның барлығы қызмет лигалары тоқтатылады. Бірақ қызмет лиганың екеуінде командалар орындар сақталады да. Мендегі проблема мынау. Жұмыс жасайды, жасамайды деген баяғы не бар. Қызмет лига болғаннан кейін сол мекемелер кадровый просто. Қазір аутсорсинг бар, тағы қоғамдық дейді, тағы бірдеңе штат дейді, не штат. Нақтылы шеше алмадыңыз ба, Ареке? Енді сол былай Аутсорсинг или штат? жоқ, оны енді былай қылдым. Ол оның айналасында әңгіме көп болады. Себебі ол жерде мекеме аутсорсинг арқылы жұмыс жасатады, ол маған кедергісін келтіреді да. Сосын футболисттер маған ренжиді. Мен енді оны соны 2 жыл төтеп беріп өттім ғой, барынша әділ қарауға тырыстым. Енді былай қылып жатырмын. Қызмет лига 1, 2, екеуінде атауын кәдімгі жоғарғы лига, бірінші лига деп өзгереді, 2 команда. Қызмет лига 1-дегі командалар мен биылғы ашық лигадағы командалар барлығы орын сақталады. Солар 1 лига болады. Біздің жоғарғы лигамыз болады да. Қызмет лига 2, екінші лига болады. Атаулары, мекеме атаулары тұра береді. Кез келген ойыншы ойната береді. Ойыншы үшін ғой бұл жер. Иә, ойыншы үшін. Бір жағынан өзіңізге тыныштық Ареке. Иә, маған енді ережесін, әділдігіне қарай жұмыс жасап жатырмын. Биыл солай өтеді. Сол ойындар бізде жақсы өтеді. Қызмет лига, ашық лига дейтін ойындарымызда. Тағы не тақырып талқылаймыз, Сәке? Не ойың бар? Осымен 2 сағаттай подкаст бар. Ең ұзақ подкасттардың бірі мынау. Жақсы. Әдемі болды. Көп адамдардан зат келді Сәке. Иә, бұны күтіп отырған адам. Неге МФЛ шықпайсыз? Маған айтады. Енді келесі жылы қосылып жатқан жоқ па? Неге осы сезонда да неге осылай деп. Мен қалай бар солай айтамын шындықты. До меня мен тренер болып келгенше шешілді ол зат. Иә. Бұрғылау моф болды. Мен ол командаға тренер болып бара берейін, бірақ мен оның андай затына араласа алмаймын. Иә, араласылмайды ғой. Жоқ, Бәке, МФЛ-ға ауыстыр. Жат, мен араласа алмаймын. Менің жұмысым 2 сағат тренировка, 40 минут ойын болды Сәке. Енді келесі жылы енді усиление болатын шығар, себебі уже барлығы бірге қосылып жатыр ғой. Иә. Бізде ма Бұрғылауда? Иә. Усиление Болмай ма, осылай ма? Білмеймін, осылай. Усиление болады, жоқ, қайтып дайындала береді. Ертең Барселона барып келгеннен кейін уже білмеймін, адамдар көзқарастары өзгеретін шығар. Давай. Енді бұрғылау тройкадан түспеу керек қой, чемпион болып тұру керек. Сол отыру үшін оның уже қиындау. Енді қиындайды ғой. 2 лига болса. Қиындайды. Келесі жылы қай жақта әлі белгісіз, қай игрок қай жақта. Иә. Енді Бұрғылауда чемпион болған балдар басқа жерде жүрсін. гонорар өсіп кетті ғой енді. Алтынбек басқа жерде жүр. Барселонада жүрмесін. Көреміз енді. Пушкин тренер болып. Подкасттарда қызық нәрсе болады ғой. Аяқтап жіберетін да. Жалпы осы Жаңаөзендегі футболистердің ақшаға еңбек ақысы ғой енді. Олай атай алмаймыз. Жалпы біз Маңғыстауда сол ақшаның айналасында бір әңгімелер де болады ғой. Ақшаға бүйтеді, сөйтеді деген. Айтылмайтын әңгіме ғой негізі. Иә, айтылмайтын. Керек емес ол. Иә. Жалпы енді сондай тұрғылар бар ғой да бізде. Әрине, олсыз Еңбегі. ол жерде көп айтады ғой андай, ақшаға құныққан, анау Иә. жоқ. Адамның еңбегі ол болды. Мен солай қабылдаймын. Әркім Сәке өзінің жинап келген еңбегін бағалап білу керек. Өзінің бағасын әркім өзі қойып білу керек. Бірақ сен қойған бағаңа ойнап білу керексің. Мына подкаст интрига қылайын деп едім ғой кішкене. Сен қойған бағаң Андай бар ғой, андай жұмысқа кіреді де футболға қойып кететін балдар. Бар ондайлар. Олай. мен де келісер едім Сәке. Мен де қазір любой бір мұнайға мекеме алса Сәке. Сен қоймайсың ғой. Жоқ, бір мұнай мекеме алса, Иә. андай бір командалар бар, вышкаға шығатын командалар, сондайды бір кешке қарай дайындауға келісіп, жұмысым жасар едім мен де. Конечно, Сәке. Қиын. Мына жігіттер жүр ғой, мысалы жұмыс жасайды, футбол ойнайды, басына шаш ағарып кеткен. Жоқ, Сәке. Ондай махаббат болу керек емес па? Жұмыс бар ғой. Қалай айтсам болады. Тұрақты бір жұмысың болады ғой. Пенсияң түсіп тұрады, бәрі түсіп тұрса, уайым болмайды. Ерәділ бауырымызға да осы уақыт үзбей жүр ғой. Иә. Келді ғой. Дополнительный ешкім ақша беріп отқан. Әрине. Біздер кетіп қалдық. Біздер не болды? Бізде екінші сала болды ғой. Медиа саласы болды. Мен қараймын, мен уже футболға жасым келе жатырды. Мен уже салмақ жинап алдым, мен уже ойнамай бастағаннан кейін мен айтамын, мына салада мен екінші салам бар. Осы ойын. Мен тренер болған жылы ғой, өзіңіз соңғы сезонда ойнап кеткен. Әкем де сол жылы қайтыс болды. Менің әкем де не болды? Мотиватор болды. Сен жарысқа бармайсың ба деп айтатын қазір. Әкем де жоқ болды, сосын мен давай осымен футболды қоя қояйын. Екінші уақыт өтейін. Мына екінші салаға кетейін. Жайлап медиа ойнап жүрер, Сәке, бір-екі фильм жасап. Енді былай қылайық. Манадан бері Алтынбек мен үшеуміз сөйледім, Ерекен көп сөйлемей алған сияқты. Ереке, мынау енді қорытындылайық. Жалпы Жаңаөзен футболшыларына не айтасыз? Жастарға, елге тілек. Жаңаөзен футболшыларына еңбек етіңдер көбірек. Жемісін көресіңдер. Ата-анаңызды сыйлаңдар. Кей жерде тек
жұмыстану керек көп. Ол сол айтады. соның нәтижесіне жетеміз. Ереке шыдамдылық білдірді. Ареке осы сезон, ана сезонда көп отырып қалды ғой заменада. Осы сезонда көп отырып қалды. Жалпы Бірақ мен соңында Ереке де сынбай келдің мен ғой. айтайын, негізі жаңа айтты ғой, қарағаннан гөрі ойнаған жақсы дейді. Иә. Ана жерде сен тұрасың, переживать етесің, тырнақтың бәрін жеп қойған шығармыз біз. Жалпы ойнаған жақсы деп та андай негізі нервің кетеді екен да. Иә, әрине. Кәдімгідей. Сосын ойнаған біреулер айтады, сен неге отырсың, типа ойнамайсың ба, или кетіп қалсайшы деген әңгімелерде ол басқа жерден ойнайтын жерің ғой деп. Жоқ, мен айтамын, до конца боламын мен. Ойнамасам да ойнасам қанша минут берсе де мен ойнап до конца боламын дедім да. Иә. Сол мен осылармен боламын деп. Аллаға шүкір чемпион болдық қой мысалы. Біздің командада жігіттер, жастар бәрі айтады ғой, Ерекеге базар жоқ деп. Потому что бір Сәке аузынан бір андай әңгіме шыққан жоқ. Мені неге Алтынбек ойнатпайсың? Мен неге ойнамаймын? Сол ойнайтын ойынды мен де ойнап бере аламын ғой. Ондай командада бір-екі адам заменада көп отырып қалып айтатын болса, команда ұтпайды Сәке. Иә, ешқашан чемпион болмаймыз өйтіп. Сондай әңгімелер болса да, мысалы. Енді уже карьераның пигінде уже несіне келдіңіз да, уже сәл уже күшіңіз келді. Енді тренерскийге неге ауысатын ой жоқ па? Тренерский пока жоқ. Ой жоқ па? Пока тоқтатпайсыңыз ба? Қазір Алтынбектің өзі жалғыз капитан қылып шақырып жатса, біреулер капитан қылып тұрып ойнап чемпион қылып алады. Тренерскийге жоқ. Сол жастарға беретін шығармыз енді. Маха қазір тренер болып жүр ма? Тренер де ойнайды. Макинге де Алла разы болсын, машалла. Иә, мен мынаны айтып кеттім кеше, үстінен вип-те отырып финалда сол жоғарыдан қарап отырдым ғой. Маха мен Алтынбектің екеуінің бірге жұмыс жасағанында жеткен жетістігі ғой. Сонда ана қазақтың бір сөзі бар ғой. Төртеу түгел болса, төбедегі алтау ала болса, ауызда кетеді дейді ғой. Алтынбек пен Маха екеуі бірікті да, қандай жетістікке жеткізіп тастады. Сол жалпы Макинге негізі айттық, ол айтты, ораза мен аузымды да ашпаймын. Оразада мен демалам деді да, тару құлқына барады. Сосын Алтынбекке айттық екеуміз, давай онда группадан шығып тағы бірде төртке барып жатсақ, Макинг шақырып алды деді. Қасыңда тұрсын, көмейсен. Макинг өзі де футбольный адам ғой Сәке, шыдай алмады. Группа бітпей тұрып қасымызда жүріп бірге екеуміз ауыздар. Айтпақшы, бір ойында деген оны ойнатайын дедік біз. Жігермен емес. Заявкіде болды ма? Жоқ, бірде 8 таңертеңгі ойын ғой. Заявкіде ең бірінші, мана онлайн заявка толтырдың ғой Сәке. Сол заявкіде Макинг жоқ. Ол заявкіде Макинг болу үшін ол сот кісіне ана программаны жазу керек. Программаға регистрация жасау керек. Почта бұрғылау дейтін команда бар ананың ішінде. Оның заты менде. Ол өтінім жіберу керек. Мен өтінімді кіріп, сотымен кіріп, ішінен Махамбет Ишаров деп келеді, соны қабылдап, номермен тіркеуім керек. Ол да жоқ, сразу ойнай алмайды деді. Макинг бір жақсы почтасы жоқ қой даже тіркелетін. Почтасы жоқ Макингде, почтасы жоқ. Макингде шақырдық қой подкастқа қалай деп ол айтады, мен қандай адам. Макинг, красавчик, Алла разы болсын. Соңына дейін бардық. Енді мына қасиетті Рамазан айын соңғы 10 күндігі қадір түні осындай кезде бас қосып жатырмыз ғой. Алла осы сұхбатымызға береке беріп, мәміле ғой бұның барлығы. Қаншама ой айтылды. Осының барлығы спорт дегеннің салауатты өмір салтын қалыптастыру, елді рухтандыру, қаланың атын шығару дегеннің барлығы бұл үлкен бір күшті қаптырмас құндылық қой негізі. Сондықтан мына осыны жасап отырған Сәке өзіңе Алла разы болсын. Көп рахмет. Осы подкаст Сәке мынандай қызық болды ғой. Иә. Бұрғылаумен келсем тренер болып. Бәкеңнен сұрайын. Асхат бар ғой, Асхат Игоревич состав жинап отыр ғой. Барлық игрок дайын. Мен тренер болып келдім. Махамен сөйлесем. Мәке, мен тренер болып жатырмын. Ойнайсың ба деп. Мен сізді шақырып тұрмын. Неге бұйырса бірге чемпион болмасқа деп. Мен бір зат айтып жіберейінші. Негізі деген Макинг маған соғады. Вышка басталған жоқ, вообще біз адам жинап отырған жоқпыз. Типа Пушкин сен бұрғылау тренировкасына барасың ба? 1-3-5 қой. Барам. Бауырға да айтшы, мен де барайын дейді. Маке сен келе бер, мен айттым дедім да. Келе бер деп. Сосын бауырларға да айттым бір кезде. Келді біздің тренировкаға ойнады. Бір-екі тренировка келді да. Мен де сол момент барып қалдым ғой. Сосын бұл типа біз қалжың қылып айттық та, Маке осы сезон ойнайшы бізде анау. Мен алмайды ғой Алтынбектер тренер. Не істесін бірдеңе деп. Ол да қалжыңдаған шығар. Сосын сөйтіп қалды. Макинг келеді деген кезде жақсы болып кетті. Біз наоборот
не керек ана мынау деген жоқпыз да. Мақа ойнайды бұйырса деген кезде жақсы болып Сәке кетті да. бұрын составта мен тренер болған жерде бауырмен ақылдасып былай солай істейтін едім. Ана жерде Мәкенмен келістім. Егер Алтынбек бауыр келіссе мен ойнаймын деді да. Бұрын Бәкемен бәке мына керек алсам қалай деп ақылдасып жазатын едім ғой. Мына да бәке маған Мақа керек как игрок деп точканы қойып жібердім. Болды, келісті. Болды. Сол Әдемі. соңғы келіскен игрок сол. Сосын кеттік. бір айта кетейін дегенім мен баяғыда 2017-лерде ма 18-лерде бүйтіп айтамын да, нұрымдармен отырасың ғой енді, олар өзенмен қазір біз бұрғы нұрымға айтамын ғой, неге біздер бірігіп өзен шығармаймыз, вышканы шығып чемпион болып кетпейміз. Иә. Ол айтатын еді, қалай болады ол дейді да, біз мында, сіз мында, ертең біреу мен неге ойнамаймын дейді. Андай әңгімелер көп қой. Сондай болатын шығар деді да, ладно деп. Осы жыл мысалы басымызды қостық қой, болады екен да бәрі. Болады, әрине. Қосып бірігіп Жетістік бірлікте. мысалы сол бірігу керек та, ауызбіршілік. Иә. Ана мынау демей. Ал ой түйіндік, Сәке. Анау осы орайда айта кетейік, мына қазір көп елімізде әртүрлі жағдайлар болып жатыр ғой. Мына тасқын судың кесірінен болып жатырған. Алла сабыр берсін дейміз. Елімізге тыныштық берсін дейміз. Енді бүгін эфирге шығып жатырмыз. Көрермен басқаша түсініп қалмасын. Отыр деген. Алла нәсіп етсе көптеген жұмыстар жасалып жатыр. Енді Сәкеңдер де әлеуметтік желіден де мына жігіттердің қай-қайсысы да дайын көмектесуге. Ертең бұйырса мен Құлсарыға жол жүріп бара жатырмын. Ертең 8-де қозғаламыз. Жаңаөзеннің атынан үлкен штаб құрылды, гуманитарлық көмектер бар, техникалар өзен мәгәден Нұрдәулет Қилыбай ағамыздың өзі бастап, қала әкімі Жансейіт Исаханұлы. Сол топта бара жатырмын өзім. Енді бүгін кетуім керек еді, бірақ ертеңгі жоспарланды. Подкастқа Сәкең шақырғасын келіп отырмыз. Бізде ол кісілерді қолдаймыз, барынша көмек қолын созамыз. Біздің мақсатымыз бүгінгі жоспарлап қойған қызған сәті ғой енді. Бұрғылаудың чемпион болып тұрған сәті. Осы бір моментінде түсірек деген ойда жасадық. Көрерменнің бәріне рахмет айтамыз. Сәкеңнің просмотрын көбейтіңдер, комментарий жазыңдар. Көп рахмет. Менде мына подкаст жүргенше қанша уақыт болды? 3-4 ай болды ғой. 8-9 подкаст шығар осы. Жаңаөзендегі подкасттың патологы болатсың ғой, Зәке. Өзің алып келдің. Осы подкастты бастаған кезде де Гвардиолалар отырса естиміз деп, біздің гвардиолар болды ғой. Бұдан не гвардиола? Шетелше сөйлесіп отырған. Осы подкаст түсірген кезде ең бірінші бәрі футбол жайлы айтты. Ол кезде Бұрғылау чемпион емес. Сосын мен Алтынбекке шықтым. Алтынбек, давай футбольный подкаст дейік. Ол кезде көп подкаст шықпайсың деп айтқан кезде. Алтынбек, мен әлі несі емес, сен жаңа Төретаев Асхаттарға шықшы деді. Сосын мен Төретаев Асхатқа шықтым. Асхаттарда против болған жоқ бұл нәрсеге. Просто менің графигім тығыз дейді. Сен будний күнге қой дейді. 6-7 күн мен жарыстамын деді. Сөйтіп жүргенде бүйтіп, сосын бір кезде Бұрғылау Өшкеде Мофта уже неге жатырды, лидерствоға келе. Аллах тағала соның бәрін реттеп қойды да. Сөйтіп жүргенде нені алды, Мофт алды. Мофт алғанда балдар шақырайын деп жүрген кезде олар уже резко неге чемпионат Қазақстанға шығып кетті. Оппаны наблюдать етіп жүрді. И финалға дейін шықты да. Болды. Енді дайын. Сөйтіп жүрген кезде дайып толды ғой. Бір жігіт шықты, аты айтпай ақ қояйын. Мен ақылдасып жүрмін, Төретаев шақыр екен. Төретаев не істейсің Бұрғылаудың балаларын шақыршы. Сізге ренжімеңіз. Бұл жерде актуальный тема болып жатса. Төретаевтың да Аллаға шүкір неше жыл чемпион болды. Ол кісі өзінің затын қойып тастаған. Ол жігіттің бөлек тағы подкаст істеу керек. Сөйтіп жүрген кезде дайрект Бұрғылау деп шықты ғой бәрі. Бұрғылау. Мен айтамын, мен Бұрғылау менің командам. Ешқайда кетпейді. Дейміз, барып келсін. Сосын Алтоққа шам, Алтоқ деген неде жүрмін деді жаңа. Астана қаяқ жүрді? Рудныйда жүрді. Кеше келдім. Сөйтіп келіп, Бауырға да шықтым. Бауырды мен білемін, Бауыр подкаст деген нәрсеге келмейді. Мен Бауырға 10 жыл менде бірге жүріп, Бауырды білемін ғой. Мен Пушкинге айтамын, Пушкин Бауыр келе ма деймін, келмейді деп айтты. Мен тіке өзінен шықтым, Бауыр келесің ба? Жоқ, Алтынбектер бара берсін. Жас балдар сөйлейді олар. Мен жағын келіп Пушкиндер негізі тұйықтау ар жағы. Пушкин сөйлемейді шығар деп ойладым. Мына жерде Пушкин деген кәдімгі ағылып. Ар жағында қуаныш қой. Солай екен. Ар жағында қуаныш қой. Машалла, Алла разы болсын жігіттер келіп осындай подкаст көтеріп жатқандарыңызға. Сіздің де бөлек, аудиторияңыз бөлек. Футбольный вообще өзенде футболмен айналыссаңыз қазір қандай да контент
бос тұр қазір. Иә. Контент бос тұр. Не обязательно футболист болу да. Футбольный сұрақтарды қойыңдар, перекладина тигізіңдер допты. Андай сайыстар ұйымдастырыңдар. Әр футбольный сұрақтар жаңағы кім чемпион болды 2010 жылы Лига чемпионов аталды деген сияқты контент бос тұр өзен. Сол үшін футбол контент көтерейік, футболды дамытайық. Ареке, сізге де Алла разы болсын осындай жобаларды қолға алып жүргеніңізге. Осымен тәмамдайық. Лайк басыңдар. Теңізге қайық керек, подкастқа лайк керек демекші. Жігіттер, және Адай Клабтың оқырмандарына да алғыс білдіреміз осындай қосымша көмек көрсетіп бізге қолдау білдіріп жатқанына. Бұйырса қалған подкасттарды Асу Автоның жігіттері көтереміз деп жатыр, оларға да алғыс. Аллаға шүкір, спонсор бар. Бұйырса біздің подкастымыздың мақсаты сол, жігіттердің көзін ашып, бұл жерде коммуникация болсын, араласпын деген мақсатпен істеп жатыр. Бұл жерде ешкім, мен әр қайсысы мына жерде бір тау, бір авторитет әрқайсысы да, бір төбе. Сол үшін бәрін